өкінішке орай біз тек қана ақпаратты жаттаумен, теорияны оқытумен ғана шектеліп жатырмыз. Білім беру ол өмірге дайындық емес, ол өмірдің өзі. Мектептен кейін колледжде оқыдым. Алғашында мен аудармашы болғым келді. Мұғалім болам деп армандаған жоқпын. Ойлағам, Алла сақтасын бұл жұмыстан. Мен тыңдай алатын, мойындайтын кісілер бар. Ешқайсы шетелде оқымаған. Көп тақырыпта тіпті келіспейміз ол кісілермен. Негізі мен көп айта бермеймін ол туралы. Ой, ол колледж бітірген, жоғары оқу орнында оқымаған, ауылдан шыққан деген сияқты. Ағылшын тілім ешкімнен кем емес. Ол туралы ұялатын болсам, ол дұрыс емес негізі. Амансыздар, құрметті біздің көрермендер. Кезекті рет алдарыңызға сол бір лайықты деп тапқан сұхбатты өткізу үшін шығып тұрмыз. Бұл жолы сіздердің назарларыңызға ерекше жобалардың бірі, әлеуметтік жобалардың бірі, маған бір бірегейлігімен ұнайтын жобалардың бірі деп айтсам болады. Ол Teach for Қазақстан жобасы. Бұл Teach for All әлемдік жобасының осы бір Қазақстандағы мақтаулы бір бөлшектерінің бірі деп айтуға болатын шығар. Және сол жобаның директоры, қордың директоры Гүлмира ханым. Гүлнар ханым, кешірім сұраймын. Мен конференцияда миым ауысып кетті әбден. Уақыт тауып келіскеніңізге рахмет. Біз енді осындай бір шапшаң режимде түсіруге тырысадық. Мақсат біз жалпы қорды таныстырсақ аудиторияға, бізде жас педагогтар, жас мамандар деп сенем. Енді сіздердің аудиторияңызға толық кірмеуі мүмкін, бірақ сонда да. Одан бөлек жалпы жоба туралы білсе екен, бұндай жобалар бар екендігінің және педагогтардың дайындығы, сіздердің бағдарламаларыңыз бар ғой, сол туралы да сөйлессек, сіздерде дайындауда қандай ерекшеліктер бар, және жалпы онсыз да сол ауылда жүрген педагогтар қалай дайындалса болады, не істесе болады, қазіргі мүмкін жүйенің жүйесіздігімен, қисықтарымен қалай күрессе болады. Осы жайында бір күшті, бір пайдалы кеңес айтылады деп сенем. Сөз сізде. Барлықтарыңызға сәлем. Ескендір мырза, сізге көп рахмет шақырғаныңызға, уақытыңыз бөлгеніңізге. Біз бірде Алматыда, бірде Астанада деп, бүгін енді Астанаға Астананың өзінің сол сәті келіп, Астанада түсіріп жатырмыз, сондықтан сәтті өтсін. Мен енді барлығын өз ойымен бөлісіп көрейін. Әрқайда сіздер өздеріңіз айта жатарсыздар, қаншалықты пайдалы емес деген сияқты, керек емес деген сияқты. Бәрі біздің өзіміздің қарап байқап жатқан нәрселеріміз ғой негізі. Кешіріңіз, мынандай бір заттан бастайықшы. Кішкене қорға дейін сіздің оқушы болған кезіңізден бастайықшы. Сіздердегі не бар ғой, мото деп айтуға бола ма, өзің қалаған ұстаз бол деген. Кезінде өзің армандаған ұстаз бол. Гүлнар ханым мектепте оқушы болған кезде қандай ұстазды қалады, немесе қандай ұстаздарды қаламады, кімді көрдіңіз, көрмедіңіз? Сол кездегі шәкірт оқушы ретіндегі тәжірибеңізден бастайықшы. Мен кішкентай кезімде жалпы ауылда өстім біріншіден. Ауылдан қалаға көштім. Қалаға көшкен кезде әрине біріншіден орыс тілін білмеймін. Ауылдан екеніңіз бісмілладан сезіледі. Ол рас. Біріншіден енді орыс тілін білмеймін. Мектеп бізде аралас болды. Біз оқыған мектеп аралас болды. Сондықтан әрине орыс тілі сабағы, орыс тілді мұғалімдер сондай бір өзінше грозный, сондай бір түсінбейтін мұғалімдер болып көрінді. Дегенмен ауылдан келгеннен кейін енді 2-ші сыныпта Астанада оқыдым. Өмірімде бірінші рет сонда кол алған болатым. 2 емес, тіпті 1 деген баға алған болатым. Содан бастап, сол бағадан бастап оқи бастадым негізі. Әйтеуір 2-ші сыныпта сол 1 деген бағаны алған есімде бар. Содан кейін 4-ші сыныпта өте жақсыға бітірдім деген есімде. Ортасында не болғанын есімде жоқ, шын айтамын. Түсінеміз. Ол есімде жоқ. Содан кейін 5-ші сыныптан кейін енді ол жерде қалай сабақ оқыдық, мектепке қалай бардық, қандай мұғалімдер болды деген есімде бар. Сондықтан есіңізде ерекше қалған мұғалімдер бар ма? Есімен ерекше есте қалды? Биология пән мұғалімі Бақыт Жұматайна деген кісі. Керемет әлі есімде. Сол кезде бізге сынып тұрғысынан ойлауды үйрететін. Тірексіз болар арқылы, шкафтың ішінде тұрған әртүрлі кеуіп қалған жануарлар бар емес. Біз солай айтамыз, муляж демейміз, ол кез кеуіп қалған, өліп қалған жануарлар деп, соның бәрін шығарып, көрсетіп, сол кісімен жасушаның фотосинтездің экспериментін жасағанбыз, микроскоппен жұмыс жасағанбыз деген, соның барлығы есімде бар. Сондай нәрселер есте көбірек қалады. Тағы да есімде негізі орыс тілі әдебиеті пән мұғалімі есімде.
ол кісі негізі бізде қызық қазақ тілі емес орыс тілі пән мұғалімі қаталырақ болды. Сондықтан біз орыс тілінен бәрін басынан аяғына дейін жаттап алып, ана скажи-ка, дядька, недаром Москвада, ну, в общем, неважно, Бородино, письмо Бородино, бәрін жаттап алатынбыз. Қазақ әдебиетінен ондай болмады негізі. Мүмкін бізде сол негізі талапшы мұғалімнің сабағын оқимыз ғой көбінесе. Иә, талапшы мұғалімнің сабағын оқисың, қорқатын мұғалімнің сабағын оқисың деген сияқты. Сонымен қатар қызықты болған сабақтарды оқисың. Мысалы биология қызықты болды. Олар енді азырақ. Иә, олар бірақ азырақ. Иә. Жалпы сондай болды. Мектепте өзім белсенді болдым. Жалпы сосын негізі бір привилегиям болды деп айтсам болады. Анам сол мектепте мұғалім болды. Қазақ тілі пәнінен мұғалім болды. Жалпы анам осы Астанаға көшіп келген кезде алғашқы сол мектепте қазақ тілді сыныптарды шығарған болатын. Ол 2000 жылы. 2000-2001 ғой деймін, қателеспесем. Бізде учхозда орналасқан 44-ші орта мектеп. Кезінде облыстың мектебі болды, сосын қалаға қарады. Қазір қаланың шетіндегі мектеп қой, қарапайым. Өте аралас. Кішкентай кезімнен неміс, орыс, украиндық, кәріс, солармен бәрімен бірге өсіп шыққам. Сондай бір кішкентай кезімнен толерантныймын деп айтсам болады. Мынау әртүрлі мәдениетке ашықтығыңыз содан ғой? Содан, иә, содан кішкентай кезімізден, тіпті кішкентай кезімізден борщ, харчо ішіп, сөйтіп өскеніміз. Тіпті, иә, енді сондай кішкентай жас, бірақ қызық болды. Бірден биология мұғалімі бүгінгі сізге қалай әсер етті деп ойлайсыз? Бүгінгі көзқарасыңызға ма екен, бүгін білмеймін. Қандай бір қазір соның жемісін көре аласыз биологияны сөйтіп оқығаннан кейін? Биолог болып кеткен жоқсыз ғой бірақ? Мен ойымша ол кісі көп сенім артты. Қолдарынан келеді, істеңдер, келесі жолы мен сендерден күтем деген сияқты сондай бір әрдайым тақырыптарды айтатын. Ол кісінің бар ғой, тіпті бізге қыздарды бөлек оқытып, ер балаларды анатомияның пәндері басталады 9-шы сыныпта. Қыздарды бөлек алып, барлығын егжей-тегжей түсіндіріп, айтып, содан кейін қыздарды шығарып жіберіп келесі сабақта сендер бүйтіп келіңдер, мына болармен осындай нәрсені үйретеміз, оқимыз деп, толы жаңағы sex education дейді ғой қазір, соның барлығын егжей-тегжей түсіндірген сол кісі. Сондықтан мен ойымша ол кісінің түсіндіргені, оқытқаны өмірге қатты тығыз байланыс болды. Сосын ол кісі әрдайым бізге қолдарынан келеді, істеп көріңдер, кәне өздерің қалай істей аласыңдар, соны маған көрсетіңдер деген сияқты сондай бір әрдайым бізді шақырып, әрдайым бізге сендер қалай ойлайсыңдар, неге бұл олай болып жатыр өмірде деген сияқты. Иә, активлер негізі бізді сол кезде топқа бөліп, бір-бірімізге сұрақ қойып, кері байланыс беріп, біз оны кейін қазір осы кезден бастап, Бақыт Жұматайны сөйткен екен ғой деп ойлайсың. Әйтпесе сол кісінің қолданғаны әлі де өмірде қолданып жүрмін. Сол кезде берген қарапайым, енді әрине кейін компетенция болып кетті, сол кездегі жалпы дағдылар. Иә. Осы жерде бір нені қоссам, мен андай көп мысалдарым қайталанады, енді жалпы андай қайталанудан шаршамаймын. Бізде қазір мүмкін бір биік мінберден немесе осындай бір микрофоны бар кісілер мынандай дүниені айтады да, жастарға бір әсіресе педагогтарға бұл у деп ойлаймын. Дұрыс емес таратылып жатқан идея. Не керек мектептегі керек емес пәндер? Мысалы биологияны не үшін оқыдық, бақаны не үшін сойдық, инфузорный туфельканы не үшін оқыдық деген сияқты нелерді айтады да. Мүмкін қазіргі педагогтың дайындығындағы ақау-шығар бұл. Қызығы, кез келген дидактикалық еңбекті алатын болсақ, Каменский, Душинский, Песталоци, бәрі бір-ақ затты меңзейді. Бүкіл пәннің негізгі керегі біреу-ақ көздегені. Бүкіл пән бір мүдде үшін жұмыс істейді. Ол сол оқушыда себеп салдарлы байланыс дейміз ғой. Жаңағыдай логикалық немесе қисынды ойлану қалыптасу үшін ғана дейді. Мен қазір бүгінде білмеймін, бір кәсіпкер болып ақша тауып жүрсем де, негізі сол кезде бақа сойғанымнан ғой ол. Бірақ адамдар ортасын байланыстыра алмағаннан кейін кейде ойлайды, анау керек емес деп. Сөйтіп, мынандай бір шешімдер айта бастайды жаңағыдай. Мен бастауышта кейде тіпті балабақшада MBA бизнес оқытып жатқандарын көрдім. Немесе салық оқытайық деп жатқандарын көрдім да, қаржы сауатын оқытайық деп жатқан. Негізі өте қате пікір ғой. Күшті. Негізі келсе мен ойымша ол жаңа мұғалімдердің жалпы берген ақпараты өмірмен байланысы жоқ. Мысалы тіпті жаңа логарифм болсын, синусоид, косинус не болса да оның барлық өмірге байланысы бар. Ол шыққан теоремалардың, теориялардың негізгі артында өмірлік қолданып жатқан, күнделікті қайталанып жатқан паттерндар бар мысалға да. Сол жақтан түсіндіріп айтса,
ол анда баланың өмірінде санасында қалады. Бәрібір де бұл жүйелі түрде ойлауды қалыптастырсақ, ертең жаңағы себеп салдардың барлығы бірін соңынан кірпіш сияқты былай салынатын болады. Өкінішке орай біз тек қана ақпаратты жаттаумен, теорияны оқытумен ғана шектеліп жатырмыз. Себебі соны тексереміз. Сабақ көбінесе көп жағдайда. Сондықтан соған да бізге, мысалы өзімізге енді мән беру керек біріншіден. Одан басқа, мысалға бизнес секторда алсақ, бизнесте жүрген адамдар әрбір 3 жыл сайын өздерін жаңа пересборка дейді, қайта жинап, мынаны алып тастау керек, мынаны қою керек, өйткені өмірде тренд былай, спрос былай деп өздерін реттеп отырады. Білім саласында өкінішке орай ондай жоқ. Мысалға күнделікті физика, биология қандай болса да күнде әртүрлі жаңалықтар бар. Мынау ашылды, мынау да былай, мысалға ағза былай жұмыс жасайды, енді бүгін мынандай тамақты жеу керек деген сияқты нәрселерді өмірмен байланыстырып күнде айтып жатса, ол қызық болатын еді. Мен ойымша жаңағы ішіндегі тақырыптар, теориялар мүмкін кішкене ескіріп қалды ма, баланың өміріне байланысы жоқ. Немесе біз сабақ барысында балалардан сұрамаймыз, сен қазір осы туралы не білесің, қандай өмірге байланысы бар деген сияқты. Баланың сабақта жалпы берер аз сияқты. Ол тек қана тұтынушы ретінде қабылданады. Мен ойымша сол үлкен мәселе. Егер бала сол 40 минуттың ба 45 минуттың белсенді бір мүшесі болса, ол да айтатын еді, апай сіз білесіз ба, мен тиктоктан көрдім, мынандай заң шығыпты, мысалға мынандай жаңалық шығыпты, Илон Маск ракетаның өзі отырғызатын болыпты деген сияқты. Сөйтіп айтатын болса, мұғалім, о қызық, ол қалай болды, неге бұл деген өйстіп айта берсе, баланың да келесі жолы ойланады, мынау мынаған байланысты ма, байланысты емес пе деген сияқты. Сондай болса жақсы болатын еді. Әйтпесе біз не істейміз, сабақ келеді, ал енді бүйтеміз сөйтеміз дейді, сосын чик-чик бітті сабақ дейді, тағы жібереді. Сіздер үнемі айтатын білім, қала мен ауыл білімінің алшақтығы туралы айтасыздар ғой үнемі. Мен іштей келіспейтінмін, немесе келіскім келмейтін осы затпен. Жоқ, олай емес деген сияқты. Бірақ қазір сіз Илон Маскты айтқан кезде бір оқиға есіме түсті. Енді сіздердің тақырыптарға жана болмаса да қатысар, айтып көрейінші. Бір уақытта Жаһан деген журнал болды. Ғылыми танымдық журнал, өкінішке қарай енді кейін шықпай қалды. Былайша айтқан кезде көнерген сөздермен жазылатын мақала етінді. Мақалалар формат HBR сияқты, Harvard Business Review сияқты шығады. Сөйтіп заманауи жаңалықтарды жариялап отырады. Бірақ жаңағыдай абай жолының тілінде дейікші. Сөйтіп бір ауылдағы баланың қолына сондай журнал түседі, Илон Маск туралы нөмірі түседі. Оған ағасы әкеп береді қаладан, анау көреді, таң қалады, Илон Маск жаңа зымырандарды ұшырып қайта қондырып жатыр дегенді көреді. Былайша айтқан кезде көкжиегі кеңейіп қана қоймай, жарылып кетеді ғой бәрі. Сөйтіп бұл мектепке барған кезде сол ғарыш деген тақырыпты өткен кезде енді жаңағыдай құлшынып қол көтеріп соны айтып берген кезде мұғалімім фантастиканы оқымай қой деген ғой. Ана бала енді мұғалімнің авторитет болуы шығар мүмкін. Ағасына ренжіген ғой, неге сіз маған өтірік ақпарат әкеп бердіңіз деп. Яғни жерде мен қазір орысша айтқанда поймал себя на мысли дейді ғой. Сіздермен келіспей жүр едім, бірақ мынаған қарасам келісуге тура келетін сияқты. Мен қазір көп сөйлеп кетуден қорқып жатырмын, бірақ мына бір затты да қоса салғым келеді. Жаңа осының алдындағы айтылған зат. Бізде Джон Дью деген кісінің мынандай бір қызық несі бар, сөзі. Білім беру ол өмірге дайындық емес, ол өмірдің өзі. Бізде керісінше соны бір дайындық ретінде көреміз да, ертеңге бірдеңкеге дайындап жатырмыз. Қазір мен мынаны істеуім керек деген сияқты, пәндерді ауыстыру, тренд қуу деген сияқты құбылыстар орын алып кетеді да. Жаттығу жасап жүрміз баяғыда. Сосын бір жаттығу жасап жатқан жігіт айтады да, жаңағы мектептегі сол оқыған пәндердің бірі не керек. Сосын айтамын да, сен қазір гантель көтеріп жатсың. Саған не керек? Сен сыртқа шыққанда гантель көтермейсің ғой. Сосын айтады да, неге мен гантель көтермеймін? Мен жаңа сөмке көтеремін, басқа көтеремін, баламды көтеремін дейді. Мектеп тура солай ғой деймін да. Сен ол жаққа барған кезде жаңа логарифмдарды немесе жаңа тригонометрия немесе білмеймін жаңа Пифагордың теоремасын шешіп отпайсың. Бірақ сен сол жерде жаттықтырған миың ертең саған ана жақта қарапайым тұрмыстық мәселелерді шешуге себепші болады. Мына жерде жаттықтырған бұл жігітің сыртта гантель көтермейсің сен онымен, басқа мақсатта қолданасың. Кейде біз осы бір байланысты сезбей қалатын сияқтымыз да. Университет кезеңге тоқтаймыз ба әлде? Болады тоқтауға. Жалпы менікі ма, мен қалай оқыдым сол туралы. Университеттегі бір кездескен ұстаздарыңызбен. Бізде мақсат мынау, бұны айтқызудағы. Көріп отқан кісілер, біз ана көбінесе жаңағы Freedom Writers сияқты немесе тағы басқа жаңағы Рон Кларк сияқты оқиғаларды көріп аламыз да,
ұстаздар шетелде ғана сияқты бір сезім болатын сияқты. Менің ойымша біз бәріміз сол ұстаздан бір шықтық, олар бізге себепші болды. Ұстаздардың көп атын атасақ, оларды бөліссек, білмеймін, сол ұстаздарды өзімізше бір дәріптесек деген ой ғой. Университетте қандай ұстаздарға не болдыңыз, тап болдыңыз? Майра Капарна деген бізде. Мен жалпы мектептен кейін колледжде оқыдым. Колледжден кейін университетте оқыдым. Сосын тағы бір магистратура, сөйтіп әлі оқып келе жатырмын. Жалпы колледжде оқығанда маған Майра Капарна, Сәуле Байболна деген, Расты Ердена деген мұғалімдер болған. Керемет мұғалімдер. Барлығы ағылшынды үйретті, сабақ оқудың әдістемесін үйретті. Жаңағы өзіңіз айтқан Жон Дюй, Гистербек барлығын сол кісілер шегелеп сол кезде оқытқан. Мен ол кезде, ол 2004 жылдары ма, ең алғашқы енті тапсырып жатқан кездер. Ол кезде мен ойлап қоямын, мына енті что-то непонятно. Көз алдымда мықты оқып жүрген балалар университетке түспей қалды. Сосын мен ойладым, мыналар, мына қызды бәрі мектепте жақсы дейді, күшті дейді, университетке түспей қалды, грантқа түспей қалды. Егер олар түспей жатса, енді біз кейбір жағдайда ойлайды ғой, ой, сен оған мән берме, ничего страшного, это чужая жизнь, тебя это не касается деп айтады. Көбінесе бәрібір де балалар бір-біріне қарап жүргеннен кейін өз-өздеріне шешім қабылдайды. Сондықтан мен ойладым, колледжге түсіп кетсем, барып оқи саламын. Ата-анамнан сұрамай еш нәрсе, бардым да документтерін тапсырдым. Грантқа түстім дейді, мен грантқа түстім. Колледжде оқитын болдым дедім ата-анама. Ата-анам енді өзің қаласаң бара ғой деді. Сөйтіп жалпы ең бірінші шешім қабылдай алғаныңызға риза болдым. Иә, алғашында мен аудармашы болғым келді. Негізі кішкентай кезімнен бастап дипломат болғанды армандайтын. Өз елімді шетелде елімнің өкілі ретінде жұмыс жасауды армандайтын. Дипломат. Енді реті келе өмірде енді басқаша бәрі басқаша салынды деп айтсам болады, бірақ дегенмен әлі де елімнің өкілі болып жүрмін шетелдік аренада. Керісінше, әртүрлі. Мынандай бір жол болды, бірақ сондықтан ағылшын тілі аудармашы оқығаныңыз бекер болмады? Иә, сосын ағылшын тілі пәні мұғалім болып кеттім. Сол колледжде жұмыс жасадым, педагогикалық колледжде. Бірден колледжді бітіргеннен кейін мені сол колледжде жұмыс жасауға қалдырды. Яғни мен университетте оқыдым, сосын кейін түстен кейін барып сабақ өткіздім. Алғашқы менің студенттерім, өзім 19 жаста болдым, студенттерім 15-16 жастағы қыздар болды. Сөйтіп жалпы жұмысымды бастадым. Сол кезде ол мұғалімдер тек қана мені мұғалім ретінде, студент ретінде де мені өсірді, специалист ретінде де. Сонымен қатар болашақ профессионал болуыма да өздерінің септігін тигізді. Өйткені мен сол колледжде жұмысқа қалдым. Олар ары қарай маған өздерінің септігін тигізіп, қалай жұмыс жасайсың, мынаны істеп, бүйт сөйт деп. Сөйтіп сол жерде жалпы өніп өстім деп айтуға болады. Сол педагогикалық Астананың да Астана гуманитарлық колледжі. Негізі өте үлкен тарихы бар ұйым, соғыстан кейін жалпы пайда болған ұйым, ең алғашқы педагогтер сол жерде өскен. Жалпы елімізде өзіңіз білетін шығарсыз, әрбір өңірде бір педагогикалық колледж бар. Соның біреу ең алғашқысы Шығыс Қазақстан облысында пайда болған, содан кейінгісінің бірі осы солтүстік Қазақстанда, Ақмола облысында пайда болған педагогика колледждердің бірі. Жалпы мұғалімдері енді өте мықты болды. Бізде енді біз кезінде практикаға барған кезде жасымыз нешеде 17-те 16-та практикаға бардық, сабақ өткіздік деген сияқты ең алғашқы. Сонда ЕНУ-дің студенттері, ЕАГИ-дің студенттері келетін педагогикалық, олармен біз салыстыратын. Біз деген таш түйнақтай үстіміз ақ, астымыз қара, сабақпен балалармен жұмыс жасаймыз. Өйткені бізді қалайша кішкентайымыздан дрессировкадан өткізді десек болады. Жалпы мен қазір ойлаймын, Сингапурда білесіз бе, 10-11 сыныпта тіпті 11-12-де қойдым қателеспесем, балалар егер мұғалімдік ұнайтын болса, олар бірден сол уақыттан бастап жаңа біздің педагогикалық класстар бар ғой, сондай бір әдістемемен мектепте жұмыс жасайды. Кейін мектепті бітіргеннен кейін олар оқуға бармайды, олар мектепте жұмыс жасайды. Сосын параллельно егер сол оларға ұнаса, содан кейін барып оқуға түсіп, сөйтіп оқуға бармай тұрып жұмыс істеп алады. Иә, жұмыс істеп алады дегенде, яғни сол жаңа погружениесі болады сол мамандыққа. Дәмін татып көреді. Дәмін татып көреді, түсінеді. Сол сияқты ғой педагогика колледж, менде де соны түсінбей, байқамай сондай бір өзім вайбқа кіріп кеттім десем болады. Содан мұғалімдік профессиясына келдім. Әйтпесе анам өмір бойы мұғалім болған адам, мұғалім болам деп армандаған жоқпын. Мен қалай күні-түні жұмыс жасағанын көрдім, сондықтан ойлағам, Алла сақтасын бұл жұмыстан.
бір қызығы білесіз ба, сол мынандай туысқандар, жаңағыдай анасы мұғалім болған кісілер мұғалім бола қою өзі екіталай, содан кейін жаңағы анасы өзі мұғалім болған кісі андай өзінің балаларына оны тілемейді. Андай бір жоқ деп ше. Иә. Ол андай қандай қиындықтан өткен болу керек та ол кісі өзінің баласына тілемеу үшін. Иә, өйткені мен өзім кішкентай кезімнен анам енді аралас мектепте жұмыс жасаған. Анаңыздың аты жөнін айтып жіберсеңіз. Бағлан, Нұрманова Бағлан. Ең басты ұстаздарыңыздың бірі сияқты. Иә, ең басты ұстаздарым бірі, шыны керек. Анам аралас мектепте жұмыс жасады. Көп құжаттарды орыс тілден қазақшаға аударатын. Кейде уақыты жетпей қалған кезде педсоветтердің протоколдары бар емес па? Соны маған берді, айтады: "Міне мына бірінші протокол аударылған, сен осыған қарап реттеп маған аударып бер" дейді. Сөйтіп мен кішкентай кезімнен бастап, дейді 6-шы сынып па, сол кезден бастап жаңа педкеңестерді аудара бастағам. Өйткені қарайсың, мына жерде күнтізбе дейді, күнтізбенің тақырыбында дейді. Сосын бірінші сұрақ бойынша мынау сөз сөйледі, екінші сұрақ бойынша өстіп араластырып қарастырып. Қазір хаттаманы күшті жазамын десеңізші. Иә, сол кезде хаттаманың қалай жазылатынын кішкентай кезімнен үйреніп алған болатын. Үйренгенде енді санасыз түрде біліп алғаным ғой сол кезден бастап. Қызық, Шаталов деген педагог болған. Сол кісі де осыны айтады, интеллектуальный фон дейді. Яғни бір отбасында мысалы кітап оқылатын болса, немесе жаңағыдай білмеймін, отбасы бір айталық музыкалық аспаптарға әуестенетін болса, сол баланың өсіп жатқан интеллектуалдық фоны оның сол болашағына әсер етеді деп түсіндіреді. Зияткерлік қабілеттерін қалыптастырады деп айтады. Енді тура солай болған болып тұр сізде? Иә, солай болып тұр. Бұл да жалпы білім теңсіздігінде үлкен зерттеу жасаған мұғалім ата-анасының білімді, егер жоғары білім болса, ол тура жаңа балаларға әсер етеді. Балалардың болашақта белгілі бір жетістіктеріне жетуіне өзінің септігін тигізеді. Мүмкін мысалға адамдар сенбейтін шығар, маңайыңыздағы жүрген достарыңыз немесе туыстарыңызға қарасаңыздар, олар қандай жетістікке жетті, өздеріңіз қандай жетістікке жеттіңіздер, кімде қандай білім бар, жоғарғы білім бар ма, магистратура бар ма, докторлық бар ма деген сияқты, оның барлығы баланың жалпы дамуына әсер етеді. Санасыз түрде үйде айтқан әңгіме, жаңа сіз айтқандай, оқыған кітапта тіпті тізіліп тұрған кітаптардың өзі, оның барлығы балаға, өйткені біз оқығанда тек қана кітапты, әріптерді көріп оқыған емес, көргеніміз барлық жаңа схема, мүмкін бір макет болса да оның барлығы бір әсерін тигізеді. Барбара Окли таңертең осы туралы бір қызық зерттеулер айтты. Мұғалімнің құлшыныспен жұмыс істеуін бала түсінбей ақ қойсын дейді, оның түсіндіріп жатқан затын. Бірақ ананың құлшынысын, соның әрекетін көруінің өзі жаңағы миррор нейрон дейді ғой. Айналы нейрон арқылы бәрібір сіңіреді дейді да. Күшті. Университет мен колледж бұл кезеңді білмейді, мен анау IB-ден бері қарай білемін ғой. Иә. Негізі мен көп айта бермеймін ол туралы. Өйткені кейбір кезде кейбір былай ойлайды, ой, ол колледж бітірген, жоғары оқу орнында оқымаған деген сияқты сондай бір өздері адамдардың іштерінде стереотиптер бар ғой. Ол да сондай бір өздерінше ерлік салып қояды. Соны байқадым. Ауылдан шыққан деген сияқты сондай бір әңгімелер бар екен. Сосын қызық деп ойланып қалдым. Сізге керісінше ауылға барған кезде күшті сияқты бұны айтқан. Ауылға барған кезде мен де ауылдан шыққан деп айтқан ше. Иә, енді оны сосын біраздан кейін ойладым, егер мен ол туралы ұялатын болсам, ол туралы айтпайсам, ол дұрыс емес негізі. Мен енді осындай өмірім болды, осылай реті келді, сәті келді. Шетелде оқыған жоқпын, бірақ ағылшын тілім ешкімнен кем емес деген сияқты. Сондықтан менің ойымша ол өмірде әртүрлі қиыншылықтар болып тұрады, бірақ ол ешқашанда сені алдыңнан тұрған мақсатынан тартпау керек артқа. Бір қызық айтайын ба? Жақында ғана бір андай қазіргі тілмен айтқан инсайт дейікші. Түрлі салада, тек педагогика емес, әртүрлі салада сөйтіп айтуға бола ма, мен тыңдай алатын, мойындайтын кісілер бар. Бір қызық бәріне ортақ сипат таптым да сол кісілердің, әртүрлі саладан. Ешқайсы шетелде оқымаған. Қызығы таныстарымыз бар, айталық Гарвард бітірген, ел бітірген. Көп тақырыпта тіпті келіспейміз ол кісілермен. Андай кәдімгі пікір таластырамыз. Мен әке ретінде мына тұрғыдан ойладым да, мысалы былай балаң Гарвардқа түсіп жатса қуанатын сияқтысың ғой. Бірақ осы призмамен қараған кезде керек па деген сұрақ туындады да басымда. Яғни бұл жерде бір ішкі ықылас болса, ол кез келген бір себепті өзіне қолдана алатын сияқты да, ол мейлі колледж, ол мейлі тіпті кітап болсын.
тағы бір ақпарат. Кеше бізде жабық телеграм арна бар. Сол жерде Мұрат Есжан, білесіз ғой, сол кісімен Ахмет Байтұрсынұлы туралы не өттік. Мен сол каналға қосылам дедім да, сол қалды. Бұйырса, сізді қосып қояйық амандық болса. Ол жерде андай ақпараттық шу көп сияқты сізге, бірақ қандай тікелей эфир қызық болды. Ол кісі мына затты айтады, Ахмет Байтұрсынұлына ол кісі жаңағы педагогикалық нені аяқтаған кезде берілген мінездемені оқып берді. Болбыр, қарабайыр, ауыл мектебіне мұғалім болуға жарайтын деген сияқты сипаттамалар берілген да. Бірақ ауыл мектебі емес, бір ұлттың мұғалімі болды, ұстазы болды ғой. Менің ойымша сол не емес сияқты, ол шектеу емес сияқты одан бір. Ол жаңа өзіңіз айтқандай таптаурын ғой. Иә, ол да тәжірибе, оның барлығы көп нәрсеге оқытты, мысалы, үйретті. Біз өзімізше колледжде мынандай болатынбыз, ағылшын тілінде оқимыз ғой. Біздің факультет, енді біздің қыздар көбінесе қаланың қыздары, ауылдан аз бала келіп оқиды деген сияқты. Біз өзімізше жоғарыдан төмен қарайтынбыз, бастауыш сынып мұғалімдеріне, мысалға мектепке дейінгі воспитательдерді дайындайды, оларға да өздерімше ой воспитатели деп өзімізше болатынбыз негізі. Ондай ағылшын тілін оқитындар да бар. Ондай бар, такой снобизм. Өзімізше сөйтіп жүретінбіз. Негізі сондай болды. Бірақ оған себеп те бар сияқты. Мен тәжірибемде бір затты байқадым. Әдістеме тұрғысынан ағылшын тілі мен дефектология бағыты, сурдопедагогика кемі 5-7 жыл алды да. Өйткені сол жақта оқылған көп дүниелер мысалы басқа педагогикада енді келіп жатады да. Мен бірнеше рет байқадым сондай моментті. Мүмкін бір не бар шығар, негіз бар шығар ол снобизмға. Иә, мен ойымша да снобизмға негіз бар, өйткені біз көбінесе ағылшын тілін оқығанда сол кезден бастап шетелдік көп жаңағы кітаптарды оқыдық, тіпті біздің сабақтарымыз басқаша өтетін сол кезден бастап, топқа бөлінеміз сол кезден бастап, жаңағы матчинг деген сияқты да, бір-біріне келістіру, сәйкестендіру, сканинг, скиминг, жаңа оқудың әртүрлі түрлері, оның барлығын біз сол кезден бастап оқитынбыз, яғни ал басқа пәндердің мұғалімдері деп айтсақ немесе басқа мамандықтар, олар жаттаумен жүретін сияқты. Сондай болып көп көрінді. Ол әрине бірден оның мінез құлқына, жүріс-тұрысына әсер етеді. Білмей қалдым, ұмытып қалдым деген сияқты. Сен кішкене өз-өзіңді бостайсың. Ол да жалпы өз-өзіңді басқаша презентациялауға көмектеседі. Мен ойымша қазір көрермендерге бұл жерде алу керек ақпарат, ағылшын тілі бір уақытта тұтуға мүмкіндік береді. Мысалы, ағылшын тілін білсеңіз, нарықтан бірнеше уақыт алдыда озып тұрасыз ғой. Қарапайым ол кітап бізге аударылып келсе, бір кем 2-3 жыл уақыт кетеді. Ол аударылса да, аударылмағандығының себебінен де андай, сол бір уақыт тұтқыңыз келсе, ағылшын үйренгіңіздер деген бір нені айтқым келеді. Университет ЯГИда оқыдым, Еврейский гуманитарный институт. Содан кейін Назарбаев университетінде оқыдым. Ол жақта education, да, школа высшего образования, school management, school leadership деп аталды, соны оқыдым. Жалпы осы және көп шетелдік курстарға қатыстық деген сияқты. IB, анау-мынау. Дайвинг дейсің. Дайвинг та бар арасында. Негізі, IB туралы кішкене айтып кетеміз, адамдар түсіну үшін, білу үшін, жалпы ол не, көбі біле бермейді ау. Көбі біле бермейді, Жалпы 60-шы жылдары, 1960 жылдары өздеріңіз білетіндей шетелде көбінесе жаңағы экспаттар, шетелдіктер әртүрлі елде жұмыс жасайды. Мысалы, мен өз отбасымен барып бір жерге Афганистанға немесе білмеймін, Палестинаға көшіп барсам, өкінішке орай ол жақта жоғарғы деңгейдегі білім жоқ мектепте. Бірақ мен өзім дипломатпын. Баламды шетелде өз үйімде, мысалы, Нидерландыда қалдыра алмаймын. Сосын мен өз баламды өзіммен бірге алып келем Палестинаға, мысалға. Ол жерде жақсы білім болу үшін ойлана бастаймын, мен не істей аламын өз балама деген сияқты сондай бір сұрақтан туындаған бағдарлама, халықаралық бакалавриат бағдарламасы. Өздері елдерінен кетсе де сол бір елдегі білімді беру үшін ғой. Иә, жоғарғы деңгейде білімді беру үшін. Яғни халықаралық бакалавриат бағдарламасы ең алғашында 1968 жылы осындай шетелдік дипломаттар барлықтары басын бірін қосып Женевада осындай білімді жасау керек еді. 2 жылдық бағдарлама. Балаларды жаңа Гарвард, Йель, Оксфорд деген сондайға түсу үшін, өйткені өзім мен мысалға сондай ол дипломаттардың көбі мықты білім алған, өздері дипломаттар өздерінің балаларын сол Гарвард, Йель, Лига Плющаға түскенін қалайды. Сондықтан сондай университетке дайындау үшін осы дипломдық бағдарлама пайда болады ең алғашқы 68 жылдары. Ол 2 жылдық университетке қатты дайындалуға бағытталған бағдарлама. Кейін 90 жылдары осы 2 жылдық бағдарламаға дайындау үшін қандай бағдарлама керек деп
одан жаңа ортаңғы буынға арналған бағдарлама пайда болады, middle years program. Одан бастап middle years осы бағдарлама дайындау үшін қандай бағдарлама керек? Primary school education бағдарлама керек деген сияқты, сөйтіп бастауышқа арналған бағдарлама пайда болады. Яғни сол 68 жылдан басталған бағдарлама қазір дүниежүзі бойынша тараған, барлығы халықаралық бакалавриат деп аталынады. Ең негізгі офисі Вашингтонда орналасқан. Негізгі бағдарламаның идеясы баланы болашаққа дайындау, баланы оқушыны, яғни ертең бұл осы әлемді жақсы жер әлем қылдыра алатын адам, азаматты тәрбиелеп шығару деген сондай бір үлкен философиясы бар. To create a better world деп аталынады. Да, жалпы негізі сол бағанағы жоғарғы университеттерге түсіп кету ғой, мүмкіндік. Жалпы содан басталады. Ivy League дейміз ғой. Лига плюс қазақша білесіз ба? Шырмауық лигасы. Ойбай деп. Неге шырмауық? Анау плюс не ғой? Қабырғаларында жаңа шырмауық өсетін университеттер ғой. Иә. Қызық екен шырмауық. Білетін жерде боламын, енді білетін боламын. Бір тексеріп факт-чек жасаңыз, қателеспесем солай. Бізге қашан келе бастады бұл бағдарлама? Және біздегі мектептер не береді? Мысалы, қазір енді ата-аналар да бар ғой, көрермендер. Егер балаларын мектепке бергісі болса, әсіресе жекеменшік мектептерде IB деген не артықшылығы бар? Халықаралық бакалавриат IB дейміз. Ең алғашында Қазақстанға 2000 жылдар келген. Басында Алматыда пайда болды. Ең алғашқы жаңа ескі мектептердің бірі International School of Алматы. Оларда PYP, MYP бағдарламасы бар, яғни бастауыш және орта мектеп. Жалпы дүниежүзінде қай жерінде орналасса да, ол мектептердің сапасы бірдей. Стандарт. Егер сен дипломдық бағдарламаны Қытайдан, Америкадан, Қазақстаннан, Түркиядан, білмеймін, Ресейден, Палестинадан алатын болсаң, Гарвард болсын, ел болсын, бәрі сені қабылдайды. Бұл бір жағынан жаңағы дипломаттардың балаларына бір академиялық мобильділік береді ғой, ауысып жүрсе. Кейін бағдарлама жалпы дүниежүзінде тарай бастағаннан кейін барлық елдегі мектептер кімге жақын, кім қалағысы келеді. Әрине басында ол жекеменшік мектептер, жаңа Мирас мектептері, Хелли Берридің мысалы дипломдық бағдарламасы бар. Тағы да бізде жаңа МКНО деген международный колледж непрерывное образование, осылардың барлығында халықаралық бакалавриат бағдарламасы бар. Әсіресе мысалға шетелге көп шығып тұратын, шетелмен байланысы бар адамдарға бұл өте жақын бағдарлама. Бірақ соңғы мына 2016-17 жылдардан бастап ең алғашында Астана қаласында қарапайым орта мектептерде халықаралық бакалавриат бағдарламасын енгізе бастады. Оның ішінде мына 81-ші мектеп, қазір мына 60-шы мектеп, 90, 73, 77 деген мектептердің барлықтары, олар қарапайым орта мектеп, мемлекеттік, бірақ олар халықаралық бакалавриат бағдарламасына жалпы соны енгізуге барлық күштерін салып жатыр. Бұл қандай стандарттар? Яғни ең бірінші ол жалпы халықаралық бакалавриаттың өзінің политикалары бар. Инклюзия политикасы, академиялық адалдық политикасы, жаңағы бағалау политикасы, оқыту политикасы деген соның барлық жалпы балаға өз мысалы политика хорошего поведения, да, good conduct policy. Жалпы балаға түсінікті тілде, тек қана балаға емес, толық қауымдастыққа түсінікті тілде, жалпы мектептің ішіндегі ережесі қандай, біз қалай жұмыс жасаймыз. Соның барлығын толыққанды дамытып, жазып, барлықтарына түсіндіреді. Яғни мектеп ең қарапайым тілде сол барлық бір политика бойынша жұмыс жасайды. Көшірмей ма? Ешкім көшірмейді. Барлық мектепте көшіру не екенін барлығы біледі. Бірізділік қылып, ең басты бір негізгі содан басталады жалпы халықаралық. Маған академиялық адалдық ұнайды. Енді осы жерде соған жұмыс істейтіндіктері. Кейін әрине бағдарламаға өзінің халықаралық бакалавриаттың өзінің жаңа дағдылардың несі бар, қалай айтсам болады, мәп картасы бар. Сол картаны оқытады, қайсын қандай түрде. Мектеп әрине өзінің контекстін ескере отырып жасайды. Халықаралық бакалавриат бағдарламасының бір ерекшелігі, олар тек қана стандарттарды береді, ал мемлекеттік стандарттар бірге қосылып, бір ерекше мектеп пайда болады. Мысалға мен халықаралық бакалавриат бойынша енді консультант, мектептер тексерем, оқытам деген сияқты дүниежүзінде әртүрлі мектептерде болдым. Ең қызығы, стандарт бір болса да, әр мектеп ерекше. Мектептің ішіндегі жүріс-тұрысы, ішіндегі ережесі, жасалынатын жобалары барлығы ерекше, бірақ барлық балалар бірдей.
барлығы бірдей ашық сөйлейді, барлығы бірдей зерттеуші, барлығы бірдей сондай бір ойлары кең, шынымен осы әлемді жақсы жер қылдырамыз деген сондай бір оймен жүретін адамдар. Ортақ сипаттар да бар, ерекшеліктер де бар. Енді ортақ бір ең бастысы жаңа 10 профайлы бар. Ізденімпаз, қамқоршыл, зерттеуші деген сияқты сондай бір ерекше есіңізде қалған мектеп бар ма? Ерекше есімде қалған оқушылармен, немесе білмеймін, әдістемесімен. Амстердамдағы мектеп шығар. Амстердам International School деген мектеп бар. Ол әрине өте бай мектеп. Бала саны аз. Бірақ несімен есіңізде қалды? Білесіз бе, ол мектептің бір мектепте не бар. Emotional Learning Consultant. Эмоциональный интеллект бойынша консультант бар. Мысалға, мен өзім сол сабақтарын көрдім. Бала мысалға бізде қазір СДВГ дейміз ғой, гиперактивный балаларда өз-өздерінің несін зейінін ұстай алмайтын балалар бар деген сияқты. И мұғалім сондай балаларды анықтайды да айтады, сен барып бүгін жаңағы тьютор консультантпен барып жұмыс істеп кел дейді. Бала мен туралы емес, мен ешқашан бармаймын деп айтпайды. Ол барады. Жаңа ойын түрінде ана баламен жұмыс жасайды. Сол ерекше есімде қалды. Жаңа баламен бірге прям реально отырып настольный ойындар ойнайды. Баланың зейінін тоқтату үшін. Сосын ойын біткеннен кейін қалай болды, қалай сен өзің сезіндің, сенің ойынша не жақсы өтті, что прошло успешно, рефлексия жасайды, что над чем нужно поработать. И айтады ғой, проблеманың 99%, егер 50% егер проблеманың атауымен айтасаң деп. Ол бала да атайды, тіпті жаңа үлкен адам емес, бала атайды. Ол сол бір күшті нәрсе есімде қалған. Екінші күшті нәрсе есімде қалған. Мұғалімдердің ең көп сағат саны ол 16 сағат. Мұғалім 16 сағат аптасына сабақ береді. Бірақ олар барлық адамдар сияқты енді 40 сағат жұмыс жасайды. Школа полного дня. Басқа уақыттарда білесіз, олар не істейді, осылай жиналып отырады. Мысалға, сіз математика пән мұғалім, мен ағылшын тілі мұғалім, екеуміздің бір Жандос деген оқушымыз бар. Мен айтам, ой, осы Ескендір мырза, сізде Жандос өзін қалай ұстайды сабақта? Сіз айтасыз, ой, менде ол мысалға тентек бүйтеді, сөйтеді, мен не істеймін деп. Сіз не істейсіз? Мен былай оған осындай тапсырма беремін. Сосын екеуміз келісеміз. Давай екеуміз мынаны істеп көрейік бірге. Жандосқа осындай бір көмек керек сияқты. Немесе Жандосты бірге жаңа тьюторға осындай нәрсеге апарайық деген сияқты. Сосын екеуміз келісеміз. Әртүрлі ракурстан Жандосты таниды ғой. Иә. Немесе басқа мысалы тарих пән мұғалім айтады, білмеймін, Жандос менде топпен жұмыс жасайды, плакаттарды салады, бәрін күшті түсіндіреді, бүкіл группаны қалай істейсіз? Мен Жандосқа дополнительно мынандай бір тапсырма беремін, өйткені ол соны жақсы ұнатады. Біз де сөйтейік деп. Яғни біз балаларды өсектемейміз, бірақ балалардың жалпы қалай болашақта оқуына өзіміздің септігімізді тигізе аламыз деген сияқты сондай бір ойда профессиональный дейді, professional talk, әдемі былай кәсіби әңгіме. Мен сонда көрдім, таң қалдым. Енді іскерлік диалог жүргізу ғой әріптестермен. Бір зат қосылайыншы. Біздің педагогтарға бұл жерде менің ойымша алатын дүние, немесе біздің қателігіміз, біз баланы сыныпта 40 минутпен ғана тануға тырысамыз да. Сол 40 минутпен шектелеміз. Мен жаңада мектепке барған кезде сондай бір тәжірибе болды. Балаларға әсер ете алмай жатырмын. Қалай қызмет ете алмай жатырмын. Содан кейін шарасыздықтан басқа сабақтарына барып қатысам. Сосын біздің мектептің дизайны андай етін, сыныптың есігі артында. Көп жағдайда балалар байқамай қалады сіздің кіргеніңізді. Сосын кіріп, тыныш отырып бақылаймын ғой. Менің сынымда басқаша отыратын балалар басқа сыныпта басқаша. Басқа сабақта. Мен анан көріп таң қаламын, мына бала мынандай қыры бар екен ғой, мынандай қыры бар екен ғой деп ше. Мен диалог жүргізбедім, бірақ жаңадай жағынан андай бір не болды да, мен үшін өзімнің түсініктерімді кеңейту болды да. Күшті. Не, жалпы ол сондай күшті, өте керемет практика. Бізде де соны қолданса жақсы болатын еді деген сияқты. Енді Amsterdam International School'дың бір ерекшелігі, ол мектепте 100-ден астам, 110 ғой деймін қателеспесем, әртүрлі ұлт өкілдері бірге оқиды. Ішінде қазақ та болды, неміс те бар, әртүрлі ұлт. И бұл енді ақылы мектеп болғаннан кейін ата-ана айтады, менің балам ертең гений болсын, олимпиадада қатыссын, ағылшын тілін мықты білсін деген ондай сұрақ қоймайды. Менің балам
мектепте өз-өзін қауіпсіз сезінсін, мектепте өзіне дос таба алсын, жалпы баланың қай жерін жақсырақ дамыту керек, қайсына көбірек мән беру керек деген сияқты сондай бір сұрақтармен келеді. Бізде көбінесе ақылы мектептерде я вам отдал, что хотите, то и делайте, сделайте из него там гения деп сөйтіп береді ғой. Ол да бір үлкен қателік деп ойлаймын. Жалпы әр баланың мектеп, басынан біз айттық қой жаңа, қауымдастық баланың жалпы жан-жақты дамуына өзінің септігін тигізетін, болашақта сол алған тәжірибесі оған бәрібірде бір әсер ететін тәжірибе. Сондықтан максимально әртүрлі тәжірибе алу керек. Жалпы халықаралық бакалавриаттың біз бір жақсы бір философиясы бар. Біз өзіміз эксперттер ретінде әсіресе талқылаймыз. Бастауыш сынып жалпы әлемді өзін тануға арналған. Орта буын көп қателіктер жасауға арналған. Уақытында тапсырмадың ба, екіңді алдың деген сияқты. Дұрыс жазбадың ба, екіңді алдың. Адалдық саясатын қолданбадың, біреуден көшіріп алдың ба, бағаңды алдың. Максимально көп қателіктер жасау керек. Максимально орта буын соған арналған. Қателіктер коллекциясын жинау керек. Иә, бірақ одан басқа көп дағдыларды алу керек. Әртүрлі дағдылар жаңа қателік жасау. Қызығы сол дағдыларды қателік береді ғой. Иә, соны үйрену. Жоғарғы мектеп жаңа 11-12 деп айтамыз, диплом бағдарламасын. Ол кезде енді оқу керек. Прямо күрекпен қар күрегендей, сөйтіп қатты көп оқу керек. Жаңа барлық алған қателіктеріңді жасамау керек. Бірақ қызық қарсаңыз бәрін. Бірінші, екінші қабат салынбаса, үшінші қабат салынбайтын сияқты. Өзің танымасаң, қателік жасамасаң, оқуға да қауқарсызсың ғой. Өйткені жоғарғы жаңа дипломдық бағдарлама өте қиын. Көбінесе әлем бойынша барлығы бір деңгейде тапсырады ғой. Мысалы, Америкада тапсырған тестті бізде тапсырамыз. Ең қызығы, дүние жүзінде бәрі бір уақытта тапсырады. Ешкімнен көшіре алмайды. Ол тапсырған документтердің, құжаттардың бәрі Кардифке кетеді. Кардифтен тексеріліп, ары қаратай балаларға дипломдар келеді, жаңағы сертификаттар. Сондықтан rigorous assessment дейді, яғни өте мықты бағалау жүйесі бар. Дүние жүзінде барлығы бірдей бағалау. Сондықтан жаңа егер басына оралып келсек, жаңа 2000 жылдар пайда болды ғой, кейін жекеменшік мектептерінде пайда болды. Қазір орта мектептерде бар. Алматыда қазір бір жоба ашылып жатыр. 5 мектеп халықаралық бакалавриат мектебіне қосылғалы жатыр. Өздері көбі мектеп кандидат деген статусын алды. Сол мектепке де бір қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Жалпы ары қаратай соның осы 2000 жылдардан басталған жұмыстардың нәтижесінде бізде елде халықаралық бакалавриат экзаменаторлары бар. Яғни жаңағы дүние жүзінде тапсырған емтихандардың жаңа 200-300 пачкасымен елге келеді. Біздікілер тексереді, оны тапсырады. Соның бізде елде жаңа халықаралық бакалавриат бағдарламасын жазатын адамдар бар. Пәндік, мысалы, химия пәнінен бойынша немесе әртүрлі жобалары бойынша бағдарламасын жазатын адамдар бар. Өйткені халықаралық бакалавриат әлемдік бағдарлама болғаннан кейін қай жерде тұратын маңызды емес. Егер сен шынымен мықты профессионал кәсібің мықты болса, жаңа өзінің қабілетің онда. Болжам жасауға бола ма? Болашақта енді IB бұдан да кең тарап, ұбт-ның бір баламасы болуы мүмкін ба? Негізі болуы мүмкін, әрине. Бірақ енді қазір халықаралық бакалавриат ұйымы жалпы біздің Қазақстанға үлкен фокус қойып жатыр. Көп мектептер білсе, қолданса деген сияқты. Енді шыны керек, бағдарламаны енгізу оңай емес, көп жұмыс жасау керек. Егер тек қана жүйелі түрде көп жұмыс жасағанның нәтижесінде ғана бір жетістіктерге жетуге болады. Барлық мектеп өтпейді ғой жерде үміткер болған. Барлық мектептер өтпейді, немесе олар көп жылдар бойы үміткер болып жүре беруі мүмкін. Егер олар үміткер болған мектептің өзі басқа мектептерден бірнеше жоғары ғой. Білім сапасы жағынан. Ол да, сондықтан осындай керемет бағдарлама. Мен өзіміз жаңа Назарбаев зияткерлік мектептерінде жұмыс жасадым. Сол халықаралық бакалавриат мектебінде жұмыс жасадым. Астанадағы 2012 жылдан бастап. Ол мектеп ең мықты мектептердің бірі деп айта алсам болады. Өйткені олар жылына 140 пен 180 арасында түлектер шығарады. Ондай санды жалпы жекеменшік мектептер шығармайды. Ол өте қиын. Олар әр кетсе бір 20, әр кетсе 40
оқушыны шығарады. Түсу талабы жағынан да ең жоғарғы талап соларда ғой. Жоғарғы талап, сондықтан олар жаңа 120, 130, 100 жылы тіпті 180 түлекті бітірген. Бізде елде жаңағы 45 балл алған оқушылар да бар. Яғни ең жоғарғы балл дүниежүзі бойынша 0,001%. Сондай балалар. Сондықтан тағы да айтқым келіп тұр, елге байланысты емес, білім сапасына, жүйеге байланысты. Бір сұрақ бар ма, трекинг? Сол түлектер қайда деген? Олар қайда оқып жатыр қазір? Олардың кейінгі болашақтары? Енді олар қазір университет тәмамдап үлгерді ме, үлгермеді ме? Немесе қандай жобаларда жұмыстап жатыр? Ол жағын мен енді ништан кеткеннен кейін, зияткерлік мектептерден кеткеннен кейін ол балаларды білмеймін, бірақ бүгін мысалға Connected конференциясында өзімнің студентімді көрдім, оқушымды көрдім. Ол да Назарбаевта оқыған, Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыған. Ол да қазір стартап жасап жатыр екен. Білімін алды, шетелде оқыды, елге келді, бір стартап жасап жатыр. Кеше айтып қояды маған, мен президенттің алдында сөз сөйлеуге жатырмын деп, өзінің мықты бір стартапы бар екен. Енді сондайды көргенде ойлаймын, мына жастар енді ертең біраз уақыт берсек, көп нәрсе көкшемізді басады деп. Иә, күшті нәрселерді жасап жатыр. Тезірек баса екен. Менің ойымша андай бір басынан андай ниет болды менде. Сұхбат басынан аяқ Teach for Kazakhstan туралы болғанын қаламадым. Сізге ұнамайтын шығар, бірақ қаламадым. Көбірек сіз туралы, сіздің жүріп өткен жолыңыз туралы болса деп ойладым. Енді біз сіздердің бағдарламаларыңызға ұқсайтын жеріміз осы бағдарламаның, YouTube бағдарламаның педагог деп шектемейміз. Осыған дейін мысалы қаржыгер кісілер болды, бірақ білім беру саласында қызмет етіп жүрген кісілер. Оның бірі Гүлжанар ханым. Иә, білем. Teach for Kazakhstan, жалпы Teach for All қайдан келді бұл идея? Бұл екінші талпынысы ғой біздің елдегі. Екінші, тіпті одан да көп, мүмкін үшінші ма, төртінші ма деп айтсам болады. Басқаларын білмейді екенмін. Мен де білмегем негізі. Жүре берсек, біз де жасағымыз келді деп айтады ғой. Біз де жазғанбыз, біз де бүйткенбіз деп. Сіз алғаш хабарласқан кезде мен оғанға дейін кітаптардан немесе жаңағыдай журналдардан Teach for All туралы оққанмын. Жаңағы коммерциялық емес ұйым, әлемдегі ең бір өнімді коммерциялық емес ұйымдардың бірі, білім беру саласында қызмет етіп жүр деген сияқты. Сол кезде енді бір андай ой болды да, осындай бір жобалар бізге де келсе ғой деген сияқты. Сөйтіп сіз жазған кезде Teach for All, Teach for Kazakhstan, соң Q-мен жазғансыздар. Ол әсер етеді, маған әсер етті кемі. Күшті білмейтін кісілер үшін қысқаша Teach for All, Teach for Kazakhstan ол не? Teach for All деген ол әлемдік ұйым. Жаңа халықаралық бакалавриатта қашет нон-профит жаңағы айтыңыз, нон-профиттің қазақшасы коммерциялық емес. Коммерциялық емес, коммерциялық емес ұйым. Халықаралық бакалавриатта коммерциялық емес ұйым. Teach for All да коммерциялық емес ұйым. Жалпы барлығының Teach for All-дың негізгі мақсаты білім саласындағы теңсіздікті, жалпы әлемдегі теңсіздікті азайту. Біз енді оны толыққанды жоя алмаймыз, бірақ оған өзіміздің септігімізді тигізе аламыз. Бірде-бір жолы ол ұжымдық көшбасшылық. Бір адамның көшбасшылығы емес, ұжымдық көшбасшылық. Яғни бұған ата-ана да, қоғам да, қауымдастық та, бала да, мұғалім де, директорлер барлығы кіреді деген сияқты. Соның нәтижесінде жалпы ең алғашқы идея 90-шы жылдары Америкада пайда болған. Негізін қалаушы Венди Коп деген әйел өзі Принстон университетінде оқып жүрген кезде 4-ші курста жаңа бізде дипломдық жұмыс бар емес па, соны қандай тақырыпқа жазам деп ойланып жүреді. Сосын бір сұрақ өзіне ойына келіп, соған жауап берудің нәтижесінде пайда болған осы Teach for America ұйымы. Ол өзі жақсы отбасында туып өскен, жақсы дегенде енді әлеуметтік деңгей жағдай жақсы отбасынан туған. Сонда айтады, мен мысалға осындай отбасында тусам, яғни мен жақсы мектепке барам, жақсы университетке түсем Принстонға, менен Принстонды бітіргеннен кейін Уолл-стрит маған жұмыс береді. Яғни менің өмірлік траекториям белгілі. А егер мен геттода тусам, яғни бірден қауіпсіз емес орта, баратын мектебімде көп қиыншылықтар бар. Ол мектепті бітіргеннен кейін мен Принстон тіпті ойыма да келмейді, барсам барам, бармасам жұмыс жасаймын. Яғни сенің туған жерің сенің болашағыңды айқындай, өмірлік траекторияңды айқындайды деген бір сондай бір гипотезаға келеді. Соны дәлелдеу үшін өзінің супервайзеріне барады, ақпараттар жинай бастайды деген сияқты. Соның нәтижесінде осы білім саласындағы теңсіздік деген
жалпы сұрақты көтере бастайды. Соның нәтижесінде жаңа Teach for America деген ұйым пайда болады. Принстонды бітіреді, қасында жүрген барлық достарына Гарвард келеді. Өмірімізде әлі үлгереміз, Уолл-стритке де барып жұмыс істеп, мықты ұйымдарда жұмыс жасауды үлгереміз. Біз қазір жаңа геттода оқып жүрген балаларға барып көмектесейік. Қолымыздан келген сол болсын деп. Жауапкершілік алады. Иә, ең басында олардың философиясы осындай болады. Геттода is ghetto Гарвард деген. Яғни, сондай бір философиямен көп жылдар бойы жұмыс жасайды. Яғни олар мықты осындай адамдарды өздерінің қасындағы достарын іріктеп алып, геттоға жібереді. Ол жақтағы оқығысы келетін балаларды іріктеп алып, оларды оқытып Гарвардқа түсуіне көмектеседі. Бірақ кейін сол үшін оларға көп хейт келеді. Неге сендер? Ол и так оголяется, да? Ол жақтан олсыздақ қиын, нашар жағдайда тұрып жатқан адамдардың ішінен жөндісін алып кетесіңдер. Одан да қиындатасыңдар деген сияқты. Қаймақты сыпыр боласыңдар. Иә, қаймақты сыпыр боласыңдар. Қалатын адамдар кім деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезде 2002 жылы Teach First Ұлыбританияда Брэд Уигдардс деген Маккензидің консультанты кейін осы Teach First ұйымын өзі ашады. Яғни Teach for Americaның аналогиясын жасайды. Тура сол сияқты Кембридж, Оксфорд түлектерін Лондонның қасындағы жаңа маргинализированный дейді ғой, да, қиын қаланың шетінде орналасқан мектептерін жұмыс жасайды. Яғни соның нәтижесінде ол көрсетеді, ондай адамдар балаларға көп әсер етеді. Білім тіпті өздерінің жаңа зерттеуі бар, өте әйгілі бір зерттеу бар, білім сапасын мықты көтереді сол мектептерде. Жаңағы жоба арқылы. Жоба, ол Teach First деп аталады. Анау Teach for America деп аталады. Соны естіп жүрген мына Индия, Перу, Чили, олар Америкамен жаңа Британияға жазады. Сендер не істеп жатсыңдар? Көмектесіңдер. Біз де сондай жасағымыз келеді. Сөйтіп олар 2000 жылдардан бастап көмектесе бастайды. Біз бүйтеміз, мынандай адамдарды іріктейміз, былай оқытамыз, осындай жерге тұрғызамыз деп жүрген кезде Индияда, Чилиде, Қытайда бәрі қосыла барғаннан кейін олар дейді, мына бір әлемдік ұйым құру керек. Teach for All деп 2007 жылы Teach for All деген ұйым пайда болады. Ол деген өзі дүниежүзінің әлемдегі білім саласындағы жаңа теңсіздік туралы айту, соған байланысты қор жинау, жалпы адамдардың көшбасшылық, және айттым ғой, ұжымдық көшбасшылық көп адамдарға жалпы білім саласында жалпы теңсіздік бар, сонымен жұмыс жасау керек деген сияқты сұрақтарды көтере бастайды. Соның нәтижесінде жаңағы Индия, Перу, Чили ұйымдары Teach for деп бастала бастайды, барлығы бір идеяның астында. Кейін мынандай бір Teach for All-ның идея аудармасы дейікші, бөлмей үйрет қой, ешкімді бөліп жармай, мынау ауылдікі, мынау қаланыкі демей, жаңағыдай бөлмей үйрету бар. Негізі идеясы күшті да. Бір қызық немкін 2016 жылдары біз ауылды аралап сабақ беріп жүрміз мектеп мұғалімдеріне. Содан кейін әртүрлі ауылда әртүрлі проблема. Қарапайым мысалы бір облыста орналасқан ауылдардың проблемалары әртүрлі, біздің көзімізше. Сол кезде болашақ бағдарламасымен келген кісілерде андай бір айтуға бола ма, сөйтіп ауру бар, келгеннен бір кресло күтеді. Мен келгеннен менде сондай бірден жаңа шетелде оқудың бір минусы, маған осы жерде дайындап қою керек сияқты. Біздің бір танысымыз елде оқыған, осы жаққа келіп бір университетте аспирант болып жұмыс істеп жүрген кезде енді ол жаңа өтеп беру керек қой. Налитын да, мен ана жақта елде оқыдым, мен сол осы жерде аспирант болу үшін ба деп ашуланып жүретін да. Мен айтамын, сен салыққа оқыдың ғой, қайтарсайшы деген сияқты. Сол кезде бүйтіп ойлайтынмын, сол кісілерде ақыр амбиция бар, ауылдарға жіберсе. Осы жерге келіп, кемі 1-2 жыл жүріп, осы ауылдың проблемасын шешуге өзім білім пайдаланса. Енді олардың максимализмі қанағаттанады, ауыл ұтады, бір уин-уин сияқты болып көрінді да. Өзімше болашақтың басшылығына хат жазбақшы болып сондай бір идея болған, бірақ аяқсыз қалды енді. Негізі Саясат мырза 2013 жылдары жаңа болашақ бағдарламасының басшысы ретінде ол кісі Teach for Americaмен уже байланыс жасап, осы түлектерді бірінші ауылға жіберейік деген сондай бір инициативасын жасаған. Ол кезде Жұмағұлов мырза бізде министр, Саясат мырза барады. Саясат мырзаның өзінің айтуынша, мен барып айттым дейді, осындай бір идея бар, жасайықшы, келген балалар ауылға барсын, сабақ оқытсын, сосын барып бірақ өздерінің жұмыстарына барады деген кезде Жұмағұлов мырза айтты, елде специалист жоқ, қайда қаншама қырғын ақша жұмсап жатырмыз, қазір ауылға жібереміз, бізді не деп айтады ертең, сәйкес келмейді деп, сөйтіп ол кісінің идеясын қолдамаған.
сосын Саясат мырза айтады, сол кезде мен ойлап едім ішімнен, уақыты келсе мен міндетті түрде Teach for Kazakhstan жасаймын деп. Уақытынан ерте жоба болған шығар ол кезде. Иә. Сосын ғой мен 2002 жылы как раз екі министрлік бөлініп жатқан кезде Асхат Канатовичпен кездестім бірінші. Мұнда ғой 22-де. 22-де, иә. Сосын Саясат мырза министр болғалы жатыр, сол кісіге барған кезде, сол кісі сол кезде осы историясын жаңа әңгімесін айтып, сол кезде өзіме сөз бергем, Teach for Kazakhstan міндетті түрде жасаймын деп, енді келіп тұрсыңдар жасайық деп ол кісі сөйтіп әзілдескенбіз. Сол жалпы Teach for Kazakhstanды 2013 жылы бір ашқысы келген, 2014-те Алматы қаласының бизнесмендері ашқысы келген екен. Одан бір естідім 2009 жылы тағы да біреулер жасағысы келген. Сол әр нәрсенің өз реті, сәті, уақыты болады дегенге мен сенем. Содан кейін 2018 жылы Гүлназ Қорданова деген қыз жалпы жұмысты бастады. Сосын 2019 жылы бізде ең алғашқы жаңа заң пайда болды, мұғалім статусы туралы, педагог статусы туралы. Сол кезде қайта даярлау бағдарламасының мүмкіншілігі ашылды. Соған да Гүлназ көп әсер тигізген болу керек. 2016-та сол жаңадан басталып жатқан кезде біз басында болғанбыз жұмыс тобында. Вот. Педагог емес кісілердің мектепке келуі деген бір не болған, маңызды болған. Иә, ол негізі өте керемет идея. Сосын 2020 жылы ковид басталды, сонымен барлығы бір тоқтап қалды. Кейін Гүлназ Гарвардқа түсіп кеткеннен кейін ол жаңа директор іздеді. Сол кезде бірақ мен Гүлназды кейін жоба басталып кеткеннен кейін бар, бірақ 23 жыл бірақ көрдім Гарвардтан келгеннен кейін. Кейін ол Гарвардқа кетіп қалды. Сол кезде жалпы әр нәрсенің бір себепкері болады дейді ғой. Біздің тағы да құрылтайшымыз бар, Дулатбек Икбаев деген, Маккензидің басшысы. Ол өзінің досымен кездеседі, Мәскеуде офиста жасайтын. Олар әңгімелесіп, осындай Teach for Russia, Teach for All деген бір ұйым бар, сендер неге Teach for Kazakhstan ретінде ашпайсыңдар деген сияқты сондай бір ой айтады, ой салады оған. Оған ол идея ұнайды. Ол Қазақстанда кім бар деген сияқты іздей бастайды. Ол кезде ол ақпан айы 22 жыл. Как раз соғыстың басталып жатқан кезде, как раз турбулентный момент. Кейін сәуір айында Гүлназ сол оқуға түсіп, ол жалпы кетем деген сондай бір шешім қабылдайды. Сөйтіп бірінің соңынан бір реті келіп, мен жалпы осы ұйым туралы, өзім осындай инициатива туралы білім саласында жүрсем де тек қана шілде айында білдім. Teach for Kazakhstan сондай бір инициатива бар деген сияқты. Соны естіген кезде ойладым, мына мен туралы екен деп. Бізде ішкі ақпараттандыру кішкене ақау бар. Ақау не болып жатқанын білмейміз, шыны керек. Кім не істеп жатқанын, қалай жасап жатқанын білмейміз. Сөйтіп әйтеуір шілде айында білдім. Сосын тамыз айында шешім қабылдадым. Шешім қабылданнан бұрын мені біраз интервьюден өткізді. Сәйкес келем ба, келмейм ба? Мені жалпы елден кетем деген сондай бір жағдайда жүрген адам. Өйткені халықаралық бакалавриат экспертімін. Ұстап қалған екен. Иә, мен өзімше ол кезде бізде ассоциация бар, халықаралық бакалавриат ассоциациясы бар ғой бізде, Кавказ және Орта Азия елдері орналасқан мектептердің ассоциациясы бар. Соны басқарам, Бакуда тұрам деп сөйтіп жүрген кезім. Өйткені жағдай керемет, енді жылына 2 рет еліңе келіп тұрасың. Медстраховка, зарплата, бүкіл жағдайың жасайды, үйіңді алып береді, машинаң болады деген сияқты. Соның бәрі енді керемет емес па? Шетелде тұрасың, экспат ретінде, ешнәрсеге жауапкершілік жоқ деген сияқты минимум. Соны кетем деп жүрген кезде ойладым, жарайды, бір интервью барып келейін деп. Бірнеше адам жіберді сол ақпаратты, осындай директор іздеп жатыр екен, барып көріңіз деп. Сөйтіп барып көрдім, бірден енді ұнады. Бүйтсем деп сразу бірден түсініп кеттім. Бүйтіп жер керек, сөйтіп жер керек, так мынаны бүйтем деп бүйтіп. Бірден өз жобаңыз сияқты кірісіп кеттіңіз. Иә, кірісіп кеттім, бірден кірісіп кеттім. Сосын бірден шешім қабылдадым, қалам деп. Барлық билеттерін бәрін тапсырып, кешіріңіздер жігіттер, мен келе алмаймын деген. Сондай бір әңгіме болды. Сөйтіп елде қалдым. Сонымен 22 жылдың қыркүйек айынан бастап осы жобаны бастап кеттік. Сөйтіп әлі жасап жатырмыз. 2 жылда біраз жетістіктеріңіз бар ғой. Мынандай бір сұрақ қойып көрсем. Осы уақытқа дейінгі Teach for Kazakhstanның сіз үшін мынандай бір ең мақтанатын жетістігі қайсы деп ойлайсыз? Бізге оқушылар бізге сенеді. Біздің қатысушыларға сенеді. Ол бірінші, екіншіден оқушының сеніміне лайық болу. Иә, лайық болу өте керемет. Сонымен қатар ата-аналар да сенеді. Өйткені бір рет біздің қатысушылар, Назарбаев университетінің түлегі бар. Ол басқа қатысушымен бірігіп оқушыларды Назарбаев университетіне әкелді.
ата аналар соған рұқсатын берді. Сосын кейін өткенде ICPC болды ғой, студенческое программирование олимпиада. Оған әр мектептен 1-2 баладан жинап, 10 мектептің қателеспесем бір 12-13 баласын Қарағандыдан алып Астанаға алып келдік. Олар кім, волонтер болды ма, не істеді? Жоқ, волонтер емес, олар қатысушы болды. Жаңа қатысушы дегенде енді көрді не болып жатыр, қандай олимпиада болып жатыр, қандай адамдар келген, өз елімізде болып жатқан шаралар. IT университетін көрді деген сияқты адамдармен сөйлесті. Соның барлығын енді бізге сеніп балаларын жіберіп жатса, Қарағанды облысынан Астанаға, біз үшін бұл үлкен сенім. Ата-аналар сосын тағы да әртүрлі шаралар өтіп жатыр. Мысалға біздің қатысушы Гүлжан деген қатысушы мектептің 11-ші сынып 11-ші сынып оқушыларына мектеппен қоштасу іс-шарасын өткізді, ночь в школе деген. Яғни түлектерге ме? Түлектерге, мектеп енді былтыр биыл ғой енді мамырда оқу жылы соңында іс-шараны өткізді. Оқушылары түні бойы кешкі сағат 8-ден таңғы 5-ке дейін мектепте болды. Өздері пиццаларын жеп, мектепте өмірлері қалай өтті, қандай қызықты сәттер болды, естеріне не қалды. Шынымен мектеппен, мектеп өмірімен осындай бір керемет сәтпен қоштасу іс-шарасы өтті. Бір қызық не айтайыншы, бағана Барбара Окулем айтқым келді, бұны бір ағылшыным жетпеді оны айтуға. Мектеп деп жатамыз ғой біз. Енді мектеп енді көбінесе бізге араб тілінен енген ғой. Бірақ әдетте енді школа бәрі неден түбіне кіретін болсақ, досуг деген сөз ғой, негізгі аудармасы латын тілінен қателеспесем. Былайша қазақша аударсақ ермек қой. Негізі мектеп дегеніміз сол сен барып ермегіңмен айналысатын жер еді ғой негізі басында. Енді жарайды өзгеру керек шығар заман талабына қарай, бірақ қандай түбегейлі біз мүлдем басқа бағытта өзгеріп кеткен сияқтымыз да. Тағы бір жаңағыдай қателескен жерім деп айтайыншы, білімнің алшақтығына қатысты бір сезім есіме түсіп жатыр, естелік. Сіздердің алғашқы қатысушыларыңызбен біз бір Сүлеймен Демирель университетіне кездестік қой, жазғы мектеп кезінде. Ашылу кезінде, мен олардың инстаграмдарынан жазылып алдым. Олар өздері жазды маған, соң мен олардың инстаграмдарынан жазылып алдым. Маған қызық болды, енді кісілер қазір мектепке барады, ауылдағы мектепте сабақ береді. Енді бір сырттай болсын, қарап жүрейін, бақылап жүрейін, жанашыр болайын деген ниет шығар. Бірінші қоңырау, алғашқы қоңырау, жаңағы 1 қыркүйек, біз мына жақта қалада мектепке барып жатырмыз, балаларымызбен ата-ана ретінде. Соң инстаграмда олардың күнін көремін. Олардың жаңағы мектептің, енді қатты көп зат көре алмайсың, бірақ мектептің инфрақұрылымын көресің. Жаңағы асфальт жоқ жолдарды көресің. Бір елде тұрып жатсақтан да әртүрлі әлемде өмір сүріп жатқан сезім болды менде сол кезде. Кейде шынымен біз андай туалетте перегородка жоқ деген сияқты. Анау министр болған кісі Ерлан Сағадиевтің бір тетта бір айтатын қызық несі бар, теңеуі. Менталды тұрғыда, мысалы Алматының, Астананың тұрғыны Нью-Йорктың тұрғынына жақынырақ. Ділдік тұрғыда. Тура солай жаңағы мысалға бізде гетто дегеніміз жаңағыдай бір қамтылмай қалған аймақтар ғой. Сол біздегі гетто Нью-Йорктың геттосына жақынырақ. Жаңағыдай тірі қалу, өмір сүру, бір күнмен ойлану деген сияқты модельдермен қарайтын болсақ, шынымен де қанша шақырым болса да өкінішке қараймын. Енді жаңа сіз ұсыныс айттыңыз, жобаның есебі туралы, талдауы туралы қандай жетістіктер болды. Бүгін конференцияда да бөлістіңіз ол жайлы. Менде қазір енді сол жайлы сіз бөліссеңіз, мен бұл жерде жобаны ұнайды, басында айтқанымдай, бірақ бұл жерде жобаның жанашыры емес, андай бір жобаның сыншысы ретінде сұрақтар қойғым келеді. Давайте, күшті. Негізі маған ондай ұнайды. Жалпы біз туралы көбірек білсе, сондай тұрғыдан былай сұрақтар қойса, неге соның нәтижесінде мүмкін біз көп бір нәрселерді өзгертерміз бе? Біз бәрібірде, мен басында айтып кеттім ғой, бүгін коннектте айттым, бұл әлеуметтік инновация, білім саласындағы әлеуметтік инновация. Яғни әлеуметтік инновацияның бір ерекшелігі ол бір нәрсе арқылы бір нәрсеге көмек септігін тигізу. Мысалға қаладағы мықты білім алған балаларды іріктеу арқылы, оларға жаңа мамандық бере арқылы қажеттілігі бар жерге жіберіп, сол жерге өздерінің жаңа біліммен, оймен, санасымен бөліссе деген. Бұл пайдалы қамтамасыз ету. Бұл сол әлеуметтік инновацияның бір формасы деп айтуға болады. Мен бұл жерде андай бағана сол әлеуметтік білім сапасында қашықтық енді тақырыбында дейікші. Мен ұмытып қалдым қай жылдары, финский уроки кітабының авторы Паси Салберг. Сол кісі осы жаққа Астанаға келген кезде
сұхбаттасу барысында мынандай бір өлшем бірліктер дейміз ғой, критерийлер. Сол кезде білім саласына 2-ақ критерий бар деп ойлаймын деді ол кісі. Бірінші сол білімнің сапасы, екінші сол білімнің қолжетімділігі. Мүмкін сіздер жаңағыдай Алматыда, Астанада немесе жаңағыдай белгілі бір IB мектептерде білім сапасы бар шығар, бірақ қаншалықты ол оқушыларға қолжетімді, барлық оқушыға. Бізде енді бұрын андай бір әділдік деп айтуға келмейтін шығар, теңдік бар еді ғой, бәріміз бір бағдарламаны оқып жүрдік, бір кітап, жаңағы бір тақырыпты оқыдық, бірақ қазір жалпы әділдік те теңдік те жоқ болып тұр ғой, қала мен ауылдың арасында. Сол кезде мен миымда андай болды да, осының бір сол кездегі үздік шешімдері бір онлайн сияқты болып көрінді, басқа шешімі жоқ сияқты болып көрінді. Бірақ қазір Teach for Kazakhstan енді бір осының жақсы шешімдерінің бірі деп ойлаймын. Бірақ енді осы жерде жаңағыдай мен шабуылдадым деймін. Қазір көп кісі дегенде бір айына 10 шақты кісі шығар, мынандай затпен жазады: неге Teach for Kazakhstan педагогтарды алмайды? Мен не үшін кінәлімін педагог болғаныма? Мен барғым келеді ауылға деген сияқты. Неге педагогтарды алмайсыздар? Басында біз педагогтарды алдық қой. Бірінші лекте бізде педагогтар болды. Өйткені мен басында қорықтым, шыны керек. Ешкім бармай қойса не істеймін? Қаншама жұмыс жасалынған деген сияқты. Жалпы жұмыс жасап жүрген педагогтарға ешқандай бір қарсылығымыз жоқ. Біздің енді өзіңіз білесіз, бала саны өсіп жатыр, жаңа мектептер салынып жатыр. Бізге жаңа мұғалімдерді әкелу керек жүйеге. Оның бірде-бір формасы ол қайта даярлау бағдарламасы. Қайта даярлау туралы көбірек айту. Біздің жалпы бағдарламаның нәтижесінде көп адам қайта даярлау бағдарламасы бар екенін білді. Яғни инженерден мұғалім, физика, математика пән мұғалім болу алу мүмкіндігін туралы білді. Енді министрлік заң шығарып, сондай мүмкіндік туралы жазса да, көп адамдар ол туралы білген жоқ. Енді ақпараттандыру. Министрліктің инстаграмына жазылмаған ғой? Жазылмаған жоқ. Сондықтан біздің мақсатымыз жалпы жаңа мұғалімдерді әкелу, жаңа көшбасшыларды дамыту, бірақ біз білім саласына негізінен қатысы жоқ кісілерді алып келу. Бірақ биылдан емес, былтыр да біз 4-ші курста педагогикалық мамандықта оқып жүрген студенттерді аламыз. Мектепте жұмыс істемеу ғана маңызды ғой бұл жерде? Тек қана мемлекеттік мектепте жұмыс жасамау керек. Біз енді оқу центрлерінде жұмыс жасаса біз аламыз. Мысалға бізде кейбірде осындай мысалдар бар. Жекеменшік мектебінде жұмыс жасайды, бірақ педагогикалық маман несі жоқ, сертификаты, дипломы жоқ. Оларды аламыз. Сондай бір өзіміздің ішкі былай бірінші жыл болған жоқ, кейін пайда болды. Менде мынандай бірақ біз қазір шыны керек ойланып жатырмыз, мұғалімдерге арналған біз бір арнайы бір бағдарлама жасаймыз ба деген бір сондай соның үстіндеміз, дайындаудың үстіндеміз. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған бір бағдарлама жасаймыз деген сондай бір ойлар туындап жатыр. Оның барлығы ресурсқа байланысты. Бірақ ондай менде андай пайым болды. Енді бірінші лекте болды, одан кейін лектерді алып тастады деген сияқты. Біздің білім беру жүйесінің андай дәмін татқан немесе күйесі жұққан кісілермен жұмыс істеп көріп, болды, мыналармен жұмыс істемейміз деген түсінік па деген ой болды. Енді шыны керек буыны қатып қалған адамдармен жұмыс жасау шыны керек қиынырақ. Бірақ әлі де біраз нәрселер істеуге болады. Бізде енді бұрын мұғалім болып жұмыс жасаған қатысушылар бар ғой, олар айтады: сіздердің жасап жатқандарыңыз қатты ұнайды. Білім саласы осындай болатынын білмедік. Осылай жұмыс жасауға бола алады екенміз ғой деген сияқты бір сондай бір ойлармен бөліседі. Оларға көбірек жазуды енді сұрау керек, шыны керек. Бірақ осы жерде осыдан шығатын екінші сұрақ шығар. Сіздерде енді бағанағы университеттердегі сияқты, тура сол Гарвардтағы сияқты, немесе біздегі IB мектеп сияқты іріктеу қатаң. Мен бір-екі іріктеулерге барып та көрдім. Көптеген компания олай іріктемейді. Енді ондай іріктеудің болғанына, яғни құптаймын. Сіздер жазғы мектепте менде мынандай бір сезім болды. Мына кісілер мектепке барса, қорықпай балаңды беруге болады деген сіз айтып жатқан сенім мәселесі. Өйткені бірінші қорқыныш сол ғой. Мен баламды мына кісіге тапсыра аламын ба деген сияқты. Бір өзім бір жетістіріп жүргендей негізі. Айтпағым мынау. Бұндай ұстаныммен, енді сіздерде қанша конверсия? Бірде 5 па? Сондай ғой, Гарвардтың іріктеуі сияқты ғой. Одан да көп деп айтты. Бізге ана жол біз Teach for All адамдармен сөйлескен кезде әріптестеріміз айтады: что-то, ребята, вы не то делаете деп. 500-ге жуық кісі басында іріктеуден бастады. Қазір соның нешеуі сабақ беріп жатыр мектепте?
бірінші лекте 23 қатысушы, екінші лекте 9, барлығы 32 адам. 32 адам. Егер бәрін қосып санайтын болсақ 10 мыңнан астам адам ғой. 10 мыңның адамнан 30 адам. Почти 10 мың. Мына жерде анандай сұрақ туындайды андай. Неше түрлі жаңа марапаттар алып жатсыздар, әлеуметтік жоба ретінде. Бұл масштаб андай аз емес па? Бұмен Қазақстан қашан өзгереді деген сұрақ болды бағана менде коннектедті. Түсінеміз, білеміз, бірақ біздің енді үлкен бір қиыншылықтарымыз челлендж деп айтады ғой. Бізге сапалы адамдар келмей жатыр. Сондықтан біз сияқты адамдар тарату керек, айту керек, Teach for Kazakhstan туралы барып сеніңдер, көріңдер деген сияқты. Олар бізге келудің орнына Ernst & Young, KPMG деген сияқты мықты жаңа Big Four немесе шетелдік ұйымдарға жұмыс жасауға кетеді. Бізге келіңдер, 2 жыл бойы жұмыс жасаңдар деген сияқты. Біздің келіп жатқан адамдардың сапасы төмен деп айтпай ақ қояйын, жалпы бізге кішкене құндылықтар бойынша немесе құзыреттіліктер бойынша сәйкес келмей тұр. Сондай бір үлкен проблема болып тұр. Бізге жалпы біздің адамдар келу керек. Содан кейін тағы да бір бізде узкое горлышко деп айтсам, bottleneck, да? Өйткені біз тек қана бір облыста жатырмыз, Қарағанды облысында. Енді биыл қазір бір жағдай болса, қаңтарда бір жаңалық болады, барлығы орын енді жоспарда болса, тағы да мүмкін бір 3 облысты қосатын шығармыз деген сияқты бір. Енді біз түсінеміз. Енді біз түсінеміз, бір Қарағанды облысында отыра бергеннен еш нәрсе шықпайды. Басқа облыстарға шығу керек деген сияқты. Оны да түсініп жатырмыз. Ол да мүмкін бізге қатысушылардың санын көбейтуге бір септігін тигізетін шығар. Өйткені көбінесе ел үлкен, Қарағандыға бару мүмкін ыңғайлы емес. Өзінің жаңа туған жеріне, ауылына, облысына барғысы келеді. Мен бір адаммен сөйлесіп, ол кісі өзі Шымкенттік екен. Серпін бағдарламасымен Қостанайда оқыған екен. Соны айтады. Кейін ол кісі болашақ бойынша Англияда оқыды. Сосын қайсы қиынырақ, болашақ бағдарламасы бойынша қалай болды десем, болашақ тоқтай тұрыңдаршы. Шымкенттен Қостанайға барған ең қиын сол болды дейді ғой. Қостанайға келдік, ылғи. Одан кейін болашақта оқи салдым деді. Оқи салдым деді. Жан-жағыма қарасам, ылғи орыстар, мен қазақша сөйлеймін. Сосын қазақша сөйлеген, енді бірден студентсің ғой, заттың ретін білмейсің. Үйді қаланың шетінде арендаға алған. Одан күнде университетке келу, күн суық. Автобуста дейді, суық. Ананы былай деп әйнекті былай несін мұзын ерітіп қай жерде келе жатырмын деп, аялдаманы көріп сөйтіп 4 жыл оқығаннан кейін болашақ жаймен қалды деді ғой. Сондықтан ел өте әртүрлі әрқалай. Сондықтан көп адамдарға мүмкін Қарағанды облысы сондай бір қайшада ыңғайлы болып келмейтін шығар. Бірақ дегенмен біздің бағдарламада бүкіл елдің жан-жақтан келген адамдар бар. Тараздан да бар, Қызылордадан да бар, Атыраудан да бар деген сияқты. Жан-жақтан Қарағандының тумасы, Ақтөбе, Петропавловск жан-жақтан келген адамдар. Бұл бізге де жақсы, өйткені болашақта егер қазір біз жан-жаққа тарайтын болсақ, сол біздің қатысушылар да біздің амбассадор ретінде, біздің әрі жобаның жалғастырушы ретінде өз региондарында да жұмыс жасайды деген бір ниет бар, сондай жоспар. Мынандай сіздерге жоба ретінде енді жаңағы 30 қатысушы деген мен ойымша аз деп ойлаймын. 100-ге жету керек қой негізі. Сіздерге бір талап ретінде қойғым келеді, бірақ қатысушыларға, сіздердің қатысушыларыңызға бұл андай сын ретінде қабылданбағанын қалар едім. Олар анау Григорий Петровтың идеал ұстаз деген кітабында бір күшті мысал бар ғой, мықты бір мұғалім жаңағы қаладағы профессорлық бүкіл атағын мәнсабын тастап ауылға кетеді, кейін сол ауылдан келген кез келген бала университетке былайша айтқан кезде іріктеусіз түсетін деңгейге дейін. Яғни бір адам ықпал ете алады. Бұл жерде ол кісілер, сол әріптестеріміз, біз азбыз деп қоймасын, олардың алдында отырған оқушылар көп, олар ықпал ете алатын жаңа оқушылар көп. Енді мен сіздерге айтып жатқан сыным ғой. Жалпы өткен аптада ма қыздар санап, әріптестерім санап айтқан, тура балаға прямое влияние дейді ғой. 3000-нан астам балаға біздің қатысушылар сабақ береді. Жаңағы әрбір бала тура 3000 бала тура. Біз жаңағы мысалға бізде қалай география пәнін мүмкін біздің қатысушы әрбір балаға оқытып шығады. Бірақ математиканы ол тек қана 5-ге немесе 7-ші сыныпқа береді деген сияқты. Қалған сыныптың балалары ол кісі туралы біледі, бірақ ол кісімен сабақ оқымайды деген сияқты. Тура сабақ беріп жүрген баланың саны бізде 3000, ал әсер ететін ол 6000-нан астам бала.
Иә, сондықтан менің ойымша 32 адамды санайтын болсақ, олардың статистика, олардың жүріс-тұрысы, киінгені, тамақ ішкені, сөйлегені, оның барлығы балаларға қызық. Балаларға қызық, балаларға әсер етеді. Бәрібір де біздің сосын қаладан келген, бізде енді балалар неше түрлі сұрақ қояды ғой қатысушыларға. Вы что, дурак, зачем вы сюда приехали деп. Балалар күшті сұрақ қояды. Сондай сұрақтар қояды. Сосын біздің Алина айтпақшы, я ступоре, сосын айттым дейді, я тоже у вас хочу учиться деп айттым. Сөйтіп оған өте күшті жауап беруге болады. Андай мысалы андай баланың өз-өзіне деген құрметсіздігі ғой, ондай сұрақ қою. Иә. Мынандай біз кейде практиканттардың бір менсінбей жатуымыз мүмкін ғой. Практикант мектепке келсе, жаңағы мұғалімдер шай ішіп алатын болдық деген сияқты. Бірақ бүйтіп жаңағыдай ұстаздар тақырыбында, педагогика тақырыбында ойланып отқан кезде менің өміріме әсер еткен практиканттар көп болған екен да. Мен оқушы болып жүрген кезде мен бір қысқа оқиға 5-ші сынып қателеспесем тарихтан жаңағыдай мен зырылдап даталарды жаттап алып сабақ күшті айтатын тырнақшаның ішінде айтамын. Сосын кезектерек кім айтады, мен қол көтеріп жаңағы зырылдатып айтып отырмын. Сосын практикант Әл-Фараби университетінен келген кісі тоқташы дейді да, сен мына жылы мынаған соғыс ашты дедім. Не үшін соғыс ашты дейді да. Білмеймін. Мен білмеймін оның үшін. Мен жауабым андай, кітапта жазылмаған дедім ғой. Жоқ, кітапта жазылған ба деп сұрап жатқан жоқ, маған сенің пікірің қызық. Сен не ойлайсың, не үшін ашты дейді да. Бірінші рет менен біреу менің пікірім сұрағандай сезім болды да менде. Бірақ мен қазір түсінемін ғой, солай болу керек екендігін ше. Күшті. Менде есіме түсіп кетті, бір қатысушы бар, Сая деген. И ол әдебиеттен сабақ береді балаларға. Сосын әдебиет дегеніміз не деген сұрақ қойған, бала бір қыз тұрып бәрін жаттан тұрында айтып берген екен. Сосын айтты, тоқтай тұршы, өзің не ойлайсың, әдебиет деген не деп. Сөйтіп бала айта алмады дейді. Жақсы оқитын, мықты оқушы. Сосын ойланып, мына балалар қарапайым нәрсе жауап бере алмайды екен. Бәрі жаттан түрде. Соның бөліскен ой, мен сондай балалардан қорқам. Өйстіп отыратын балалардан жаман қорқам дейді. Олардың ішіне не отқан белгісіз. Тыныш баладан, ыңғайлы баладан қорқу керек қой. Иә, сондай балалардан қорқам. Шуласа, айтқан өздерінің ойларын білдірсе, қызығушылығын айтса, сондай балалармен жұмыс жасаған қызығырақ емес. Иә, қиын, бірақ дегенмен қалай жұмыс жасау, не істеп ойлана бастайсың. Әйтпесе былай істеп айтқаныңды істеп, жаттап алғаныңды қайтып өзің айтқаныңды жаттап алып қайтып өзің айтып беретін балалар, әрине ол қорқынышты. Өте қорқынышты. Енді өкінішке қарай біз қанша лек сондай оқушыларды енді қазір қоғамда жүрген адамдарды дайындап садық қой. Қазір соның салдарын көріп жатырмыз, неше түрлі қылмыс арқылы, басқа арқылы. Мынандай екі ойға негізделген сұрақ. Біріншісі қараңыз, проблема ортақ. Қайда барсақ та шамамен сол бір проблема болады, жаттанды білім деген сияқты. Бірақ ол проблемалардың шешімдері бәрібір әртүрлі болады. Бір-біріне ұқсамайтын болады. Жаңа жергілікті контингентке байланысты ерекшеліктерге, бағана өзіңіз айтқандай батыс пен солтүстігіміз біздің жеріміздің үлкендігі өзі андай мәселе болып тұр ғой осы жерде. Осы жерде сіздерге айтылатын, маған жиі айтылатын сынды сіздерге айтқым келеді. Мен өткізген тренингтарда немесе бір сұхбаттарда қазақи емес дейді да. Енді қазақи деген не меңзеген білмеймін, бірақ маған да тура сондай бір сезім бар да сіздерге қатысты, сіздердің қатысушыларыңызға қарағанда, мүмкін Қарағандыда жүргеннен кейін солай сезілетін шығар. Ертең мүмкін сіздер Шымкентке барсаңыздар, батысқа барсаңыздар, енді тренинг мен үшін ең қиын батыста болған. Ол кезде сіздер қиналып қалмайсыздар ма? Ол кезде сіздердің құндылықтарыңыз немесе сіздердегі мәдениет қалай, кедергі бола ма, керісінше себепші бола ма? Біздің жалпы құндылықтарымыз универсальный. Жалпы әмбебап құндылықтар қолданып жүргеніміз. Жалпы сол құндылықтардың төңірегінде жұмыс жасаймыз. Ол сенім, инклюзия, жаңағы ұжымдық көшбасшылық деген сияқты нәрселер. Қызмет көрсету, оның барлығы бізде бар. Мен ойымша, негізі маған да сондай бір тура бетіме айтпаса да сондай бір нәрсені ойланатын сияқты біздің жұмыс бойынша. Біздің жасап жалпы қоғамдық қор ретінде бұлар шетелге көп зейін береді, сондай деп ойлайды. Жалпы мен ойымша ол тек жалпы бізде ішімізде ондай позиция жоқ. Бәріміз қазақимыз негізі, жаңа бісмілләміз бар деген сияқты, оның барлығы бар. Жалпы бізде жобада жұмыс жасайтын барлығы елде білім алған, жан-жақтан келген, керемет мықты профессиональный деп айтса болады, мықты профессионалдар жалпы жұмыс жасайды. Біздің бір ерекшелігіміз мүмкін біз шынайы жоғары талап қоямыз.
Сосын біз мысалы біздің қауіпсіздік баланы құқығын қорғау деген сияқты сондай бір өзіміздің ішкі политикаларымыз бар. Оны біз мектептермен де бөлісеміз, біздің қатысушылармен де бөлісеміз. Ол жағынан өте принципиальный десем қалай болады, сол айтқан нәрсені істеуге талап қойдық па, соны міндетті түрде сұраймыз. Табандылық танытамыз. Ол көбінесе адамдарға ұнамайды. Сендер не осы елде тумағансыңдар ма, неге сендер олай жасайсыңдар, ничего страшного, бір рет болды, кешіре салайық деген сияқты заттарды айтады. Біз ондайға жол бермейміз. Баланың құқығын бұздың ба, рахмет, боссын, мысалы қатысушы ретінде. Егер мектепте сондай нәрсе болып жатса, біз осылай жасаңдар, бүйту керек. Бізде талап бойынша, біздің бизнес процесс бойынша осыншама шешімдер қабылдану керек, осылай айтылу керек деген сияқты нәрселер көп талап қоямыз. Біз ең шыны керек ыңғайлы емеспіз. Мектептерге де, мүмкін кейде райондарға да. Бірақ істеп жатқан нәрсеміздің барлығы заңды. Ешқандай бір қазақтың құндылығына қарсы немесе әдет салтына қарсы деген ондай не позиция жоқ. Бірақ жалпы адами құндылықтар ғой, адами әмбебап құндылықтарға негізделген. Мүмкін сол кішкене былай шетелдік болып көріне ма. Сол сіздердің ана мүдделеріңіз тұрғысынан біраз ашылу керек сияқты сыртқа. Халыққа, әсіресе қазақ тілді аудитория көбірек көретіндей. Өйткені мысалға өткендегі Абай атындағы университеттегі студенттер немесе басқа студенттерде сол жағынан сескенетін сияқты. Мен арнайы каз деп жасамадым, бірақ сөйлесу барысында байқадым да. Мынандай бір сұрақ. Сосын мен ойлап қалдым, менде мысалға әлеуметтік желілерім қазақша емес. Көбінесе не ағылшынша, не орысша. Кейде ойланбай жаза саласың. Мен мысалы кейде қай тілде сөйлеп жатқанымды түсінбей қаламын. Бырлып деп, не айттым, қай тілде айттым. Шифтинг болмай қалады, шыны керек. Кейде деп тормозить етіп қаламын, наоборот, түсінбей қаламын. Қай тілде, ой, мына зависать етеді, прям реально зависать етіп қаламын. Сондықтан негізі өзімізге де көбінесе қазақша жазу керек деп ойлаймын. Бағанағыдай талапты өздеріңізге де қою керек. Иә, талапты өзімізге де қою керек. Ол рас, ол бар. Жалпы жоба бойынша біз 3 тілде сөйлей береміз. Көп әріптестерім 3 тілділік. Жалпы қазақшаға көп мән беру керек. Сосын Teach for All-мен көп жұмыс жасағаннан кейін ағылшын тілі де көп. Жұмыста ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілінде көбірек қою керек. Мен анаған сенемін. Мен бағана өзіңіз айтқанда бұйырсам жергілікті бір ерекшелікпен жүзеге асатын жоба деп. Иә. Мынандай бір сұрақ қойып көрейінші. Бағана коннектатта бір зат айттыңыз да, біз мұғалімге нормальный сабақ өткізуге мүмкіндік бермейді екенбіз деген. Сіздің ойыңызша нормальный сабақ деген не ол? Қауіпсіз орта, бала өз-өзінің ойын айта алатын, қызықты, белсенді, шулы деп айтсам, сол маған нормальный сабақ. Қызығы педагогикада психологиялық қауіпсіздік талап етіледі. Бірақ мысалы балабақшада сенесіз ба, физикалық қауіпсіздік талап етілмейді ғой. Бірақ бізде керісінше ғой, дауыс кеткендегі некмен. Мынандай бір зат айттыңыздар ғой, мысалы балалардың бізге тоқтаңыз, бұған қатты кірмей қойық. Сіз іріктеудегі негізгі бір екі критерий деп айтуға болатынымыз ғой, құндылықтар мен компетенция ғой. Иә. Құзыреттілік, біліктілік. Қандай компетенция күтесіздер? Коммуникация, стресске төтеп беру, көшбасшылық деген сияқты нәрселерге көп мән береміз. Сосын қарапайым қолымнан барлығы келеді деген сияқты заттар. О, әдемі. Иә, өз-өзіне сену. Қолында барын аямай істей алатын. Иә. Қазір бар емес пе, growth mindset деп айтады. Иә. Біз өсетін ми деп аудардық. Иә, өсетін ми ма? Өсетін ми деп. Өсетін. Иә, өсетін ми керек. Өйткені көбінесе біздің бір байқағанымыз, ересек адамдар көп нәрсені жасайды, балалардың миы өшетіндей. Жағдайға келтіреді. Жалпы қоғам ретінде. Иә. Сондықтан бізге өсетін миы бар адамдар көбірек керек. Өйткені ол өз-өзіне сенеді біріншіден. Мен жаңа мамандықты оқып ала алам. Сабақта, бүгін сабақ қиын, балалар шулады, қолымнан келмеді, бірақ келесі жолы қазір дұрыстап дайындалам, қолымнан келеді. Яғни өз-өзіне сену, қиын тапсырмаларды орындауға былай құлшынысы жоғары, сондай адамдарды, өсетін миы бар адамдарды керек. Бір тәжірибемен бөлісе салайыншы. Осы жаңағы growth mindset, fixed mindset қой Карл Дуйктегі. Неше жылдар бойы өшетін мимен өскен баланы өсетін миға ауыстыру үшін не істеу керек деген сұрақ қызық болды да маған. Жауап өте қарапайым екен.
тура сол Кэрол Двектің өзінен қайтадан шығады. Бағалауды ауыстыру ғой. Яғни мен бағалау жүйесін ауыстырамын, бала автомат түрде өсетін миынан өсетін миға ауысады екен да. Иә. Ана нені рельстер бар емес па? Чик-чик. Тік бұра саласыз. Иә, бір бұра саласыз. Мүлдем басқа траектория ғой. Иә. Сіздер мынандай ой келді бағана, іріктеудің талабын азайтпау керек шығар, күшті талабын әлсіретпеу керек шығар. Бірақ сіздердің дайындық бағдарламаларыңыз бар ғой, жазғы мектеп бар, басындағы мыдан келетін матрикуляция бар. Соны созса, кейін андай білмеймін, басында 10 айлыққа мысалға онлайн адамдар бит пісіп келетіндей қылып, сондай бір шешімдер болса қалай болады деген ой келді. Жалпы біз іріктеуді жеңілдеткен жоқпыз. Оны мүмкін дұрыстап саралап, бір нәрсе мысалға мотивационный эссе деген болды бұрын, біз қазір оны жасамаймыз. Бәрі чат GPT арқылы жазып береді, біз оған ақша жұмсаймыз тексеру үшін деген сияқты. Бағана бір кісі айтады, чат GPT шыққалы тезистарды, дипломдық жұмыстарды оқымайтын болдым деп. Иә, сол сияқты. Сондықтан мотивациялық эссені алып тастадық деген сияқты. Сондай бір кішкентай бір өзгерістер болды. Әйтпесе іріктеу бұрынғыдан енді 3-ші жыл жасағалы жатырмыз ғой, мен ойымша мықтырақ болды деп айтсам болады. Комплексті, былай кешенді. 3-ші іріктеу бітті ғой? 3-ші іріктеу қазір басталады енді. 31 қазанға дейін біз қабылдаймыз. Қараша айында іріктеу жасаймыз. Осы жаңа екінші сұрағыңыздың жауабы ғой. Егер қазір осы кезден адамдар іріктеліп өтсе, олар матрикуляция бағдарламасын бастайды. Яғни олардың матрикуляциясы қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір 6-7 ай болады. Жылжытамайсыздар, ол уақытты іріктеу. Бізден ол қарашаның ортасы шығады ау? Жоқ, бола берсін. Ол ешқандай не жоқ. Біз тағы да бұл бірлік. Қазір бір раунд, келесі раунд бізде қаңтардың соңына дейін болады. Яғни біз биыл 3-ші лекте адам санын көбірек жинау мақсатында бірнеше рет іріктеу жасауды шешім қабылдадық. Сондықтан енді қазір біз тест ретінде әртүрлі университеттермен жұмыс жасап жатырмыз. Таргет рекламаны да қойдық. Адамдар өзіміз барып сөйлесеміз, жүреміз, барған жерімізге айтамыз бәріне. Жаңа реклама жасап жатырмыз. Жарнама, адам бізді білсін, ойлансын. Кейбір адамдарға бір 5 минут жеткілікті шешім қабылдау үшін. Кейбір адамдар 3-ші лекке дейін пісіп келетін шығар. Сондықтан біздің мақсатымыз жалпы айту. Теш оқасам бар, 2 жылға өміріңді беріп, сыйлап, арнап, жұмыс жасауға болады. Ол көп емес. Жалпы егер үлкен өмір траекториясына қарайтын болсақ, көп нәрсені алады. Біздің қатысушылардың егер тыңдасақ, олар көп нәрсені үйреніп жатыр, біліп жатыр. Жалпы сол адамдар келсе, олар жаңа матрикуляция бағдарламасы көбірек болатын еді. Көбірек білетін еді, шынымен керек өсіп пісіп келетін еді деген сияқты. Бірақ бізде жаңа мамыр айында қайта даярлау бағдарламасы басталып келеді. СДУ-мен, оған дейін барлық жаңа матрикуляция өтеді. Мен бұл шешім бар екен енді естіп жатырмын. Енді біз биыл ғана тест ретінде көріп жатырмыз. Келесі жылы енді сол мамыр айында анализ жасап, жақсы болды ма, болмады ма, нені өзгертеміз, қалай. Енді біз стартап ретінде в режиме agile дейді ғой, сол режиме agile жұмыс жасап жатырмыз. Жыл сайын сұрауға қарай өзгеріп. Жыл сайын әр нәрсені өзгертіп, мынау істейді, мынаны аламыз, қалдырамыз, мынау істемейді, мынаны алып тастаймыз деген осындай режиммен жұмыс жасап жатырмыз. Әйтпесе болмайды, бұл өте тірі сондай бір жоба болып тұр ғой. Мынандай бір сұрақ бар. Пигмалион эффектісі дейді ғой. Яғни мен қандай көзілдірікпен қараймын, қалай деп сенемін, солай болады. Және ол балаға тікелей солай ықпал етеді. Жаңағыдай ауылдағы білім теңсіздігі деген дүниелерді айту, ол қатысушыларға сондай бір таптаурын қалыптастырып тастамай ма деген қорқыныш қой. Мен надан қорқам. Бізде андай бір түсінік бар да, ауылға жаңа үйретемін деп барам деген логика ше. Сіздердің қатысушыларыңызбен кездескен кезде жоқ, үйренемін деп барайық деген сияқты бір өзімізше әсер етуге тырыстық қой. Бірақ сіздердің қатысушыларыңыз іріктеуден өтпеген қанша мыңдаған адам бар. Оларда сол бір дүние қалып қоймай ма? Ауыл бізде ол андай факт екендігі түсінікті, бірақ соны бүйтіп андай одан сайын басып сол бір түсініктің қалып қою, мен содан қорқамын да. Біз енді бар ғой, бір нәрсе айту керек. Біз қатысушыларға барған кезде былай айтамыз: сіздерде ол жақта ешкім күтіп отырған жоқ. Сіздер ол жақта ешкімге керек емессіздер. Ол жақта тұратын балалармен барлығы жақсы, адамдармен де барлығы жақсы. Сіз ол жаққа барасыз, өйткені ол сіз үшін маңызды. Және сіздің береріңіз көп, береріңіз бар, сондықтан сіз ол жаққа барасыз. Өйткені біз адамдарды қазір бар, сүйт, бүйт дегеннен еш нәрсе болмайды. Өйткені ол ең бірінші қиыншылықпен кездескен кезде бетпе-бет ол әрі қарай жұмыс істей алмай қалады.
Мен сондықтан сұрағымды өзгертіп көрейінші, мынандай ғой, сіздердің андай тікелей қатысушыларыңыз үшін қорықпаймын, өйткені олар ондай түсінікте болса бағанағы ата-аналар балаларын сенбейтін еді оларға. Сол жағынан проблема жоқ. Андай оларға жабық есікте айтылу керек әңгімемен мына жақта сыртта сіз мысалы подкасттарда айтылу керек әңгіме ауысып кеткен жоқ па деген ой ғой. Егер мысалы сіздің көп сұхбаттарыңызда осы идея андай негативті доминантты дәріптеледі деп еді. Иә. А егер мына идея айтылса да сіздер пайдалы бола аласыздар ауылдарға, жаңағыдай ауыл сізге керек деген идеямен, осындай бір идеологиямен жеткізілсе деген сұрақ қой. Ойлану керек негізі. Маркетинг, пиар жағынан. Маркетинг, пиар жағынан. Анау идея күшті ғой, сіз қалаған ұстаз болу деген ше. Иә. Білмеймін, сіз армандаған ұстаз болу деген. Жалпы білім саласында теңсіздік қаланың ішінде ғана емес, ауылдық емес, тек қана қаланың ішінде де бар. Тіпті қаланың ортасында, қаланың шетінде орналасқан мектепте де бар. Бір мектептің ішінде бар. Бір мектептің ішінде бар. Тіпті бір тұратын ЖК-ның ішінде бар деген сияқты. Теңсіздік деген өте көп. Ол біздің санамызды өзгерту, көзімізді былай ашып жүру соған байланысты ғой. Бұл ешқашанда жаңағы оқылған кітап немесе жасалған жұмысқа емес, ол біздің қарым-қатынасымыз, біздің құрметіміз, біздің сеніміміз. Әр адам қай жерде тұрмасын, оның сапалы білімге, өзінің әлеуметін ашылуға жалпы барлық құқығы бар. Ол сондай бір оймен өмір сүру керек, сондай сеніммен өмір сүрсек, әр зат тез телінетін болады. Бізде көбінесе мен бір байқайтыным, ой, ничего страшного, пусть так живут, все же так жили деп сөйтіп айтады. Эмпатиясы өте төмен адамдар. Талапсыздық қой. Талапсыздық немесе эмпатиясы төмен. Мысалға осы айтады, не деп айтшы жол. Ой, учителер зарплата и так нормальная деп. Мен ойлаймын, сен біреудің ақшасын санап нең бар деген сияқты. Сколько сейчас в ауле получает? Да нормально же это для аула деп. Адамдар түсінбей қалмас үшін сіздерден стипендия бересіздер ғой, соны көтере алмай жатқаны ғой. Иә, біз айтпадық оны. Біз 2 жыл бойы стипендия береміз 300 000 теңге, бірақ ол 300 000 айына. Олар 300 000-ға пәтерді жалға алады. Олар бізде талап дұрыс, кейін дұрыс тамақтан, витаминдеріңді өзің тоздырма, жаңағы медициналық тексеріске бар деген сияқты. Бізде реально талап. Өз-өзіңді мен осында жұмыс жасап жатырмын, көзің асты көгеріп ит жүргеннен ешқандай пайда әкелмейсің. Бақытты, күліп, жақсы киініп, жайнап жүру керек. Сол ақша соған кетеді. Түсінік басқаша ғой. Мүмкін кесіп тастаймыз бұны, бірақ қандай бір зат бөліскім келіп тұр. Қаланың сыртына бардық. Мен сол кездегі жұмыс істеген орта кәсіптің себебімен бардық қой. Сосын андай Харли Дэвидсон деген мотоциклда жүрміз бәріміз. Сосын деловый. Ұмытып қалдым, мынау бір ыстық суға түсетін жерлер ғой. Чолпан ата. Мынау Алматының не жақта, Іле Алатау несі, Шарын жақта. Атын ұмытып қалдым. Сосын бір топ балалар қасымызға жақындап, енді қызығып, анан қазақ балалар ғой, көріп қарады. Енді мен қазақ болғаннан кейін мүмкін маған жақындап сөйлесіп жатырмыз. Сосын мен сұрап жатырмын, не істеп жатсыздар? Сосын даяшы болып жұмыс істеп жүр екен. Оқу не істеп жатсыңдар? Оқу 11 бітірдік. Оқуға түсіңіздер ме? Жоқ. Түс алсақ сол педагогикаға ғана түсетін болдық. Сосын бармадық педагогикаға. Педагогика онша емес. Педагогика енді андай авторитет емес, нашар. Одан да тағы 1 жыл жұмыс істей тұрып басқа мамандыққа түсеміз деп шештік, амо дейді. Сосын енді аналар қызығып тұр, мотоциклға қызығайды, ананың бағасын сұрайды, киімдердің бағасын сұрайды. Соңында әбден өзі де солай болып қалды. Мен әдейі істеген жоқпын. Кететін кезде олар сұрады, сіздің мамандығыңыз не деп. Сосын педагог дедім да. Мен ойымша аналардың көздері андай шарасынан шығып кетті. Қалай? Педагог андай үйлестіре алмай қалды. Қалай ол кісі мотоциклмен жүреді біріншіден, екіншіден мына жерде жүреді. Харли Дэвидсон деген сияқты. Көбінесе мұғалімдердің өміріне байланысты көп стереотиптер бар. Тіпті есіңізде ме, Түркияға қыздар демалысқа барып бір клубтан кейін оларды жұмыстан шығарып сондай бір кейс болып еді ғой. Ол да мұғалімдер тіпті қыдырмай ма, жүрмей ма, киінбей ма деген сияқты сондай бір. Бұл жерде менің ойымша, енді мен ол кісілердің жаңағы қыдырған басқасын құптаймын деген сөз емес. Бұл жерде әкімшіліктің олардың жеке өміріне араласқандығын құптамайды да. Сондай бір проблема ғой. Жеке қалай айтсам, бізде меншіктенеді ғой. Сол проблеманы көргім келеді енді әзір. Жас педагогтарға, енді қазірше сіздердің талаптарыңыздан өтпейтін кісілерге деп айтайықшы. Мектепте сабақ беріп жүрген, жеке даму бойынша, кәсіби даму бойынша, бағанағы өздерінің бір осы іске деген ықыласын сөндіріп алмау жағынан қандай кеңестер беретініңіз? Мынандай 1, 2 деген степ бай степ сияқты ше.
жас мамандарға біріншіден менің ойымша қасында өзінің қауымдастығы болу керек, қасында достары, әріптестері, солармен бірге болып жатқан қиыншылықтар туралы бөлісу. Тіпті бізде мына баламен осындай істей алмай жатырмын, қолымнан келмей жатыр деген заттарды айтып жүру. Өйткені мұғалімдік жұмыс өте эмоционалды тұрғыдан өте қиын. Оның барлығын іште бетонирует, бірін соңынан бірін сала бергеннен еш нәрсе шықпайды, тек қана денсаулығыңа зиян келтіреді. Сондықтан біріншіден өзіңнің қауымдастығыңды құру, қасыңдағы достармен ішіңде болып жатқан заттармен бөлісу, жетістіктермен де бөлісу. Екіншіден мен ойымша ең маңызды, егер жалпы дұрыс тамақтану, дұрыс жүріп тұру, киіну, оның барлығы болу керек. Жас мұғалім болсаң, болып жүргенде міндетті түрде әсіресе. Сосын мен ойымша тағы бір нәрсе, ол көп рефлексия жасау. Қолымнан не келіп жатыр, нені өзгертуім керек, қалай жасауым керек деген сияқты. Өз-өзіңе сұрақ қойып есеп беру. Есеп беру. Басқа біреу емес, завучке емес, қасыңдағы наставнигің емес, өзіңе. Не істеп жатыр, нені өзгерте аламын, қалай өзгерте аламын деген сияқты. Жалпы мен ойымша ақпарат көп, материалдар оқитын көп, YouTube тегін деген сияқты көп нәрсе бар, көп нәрсені оқып біліп алуға болады, бірақ нені оқимын деген нәрсені тек өз-өзіңді таныған кезде ғана біле аласың. Өз-өзім мен мынаны жақсылап істей аламын, осыны осылай істеймін деген сияқты, мынаны істей алмаймын, мынаны оқуым керек. Мен түсінемін, енді әсіресе мемлекеттік мектепте жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі курстарға жібере береді, өйткені бару керек. Мүмкін ол курстар саған сенің толық талаптарыңа сәйкес келмейтін шығар. Өзіңе не керек, соны нәрсені айқындап алып, соны оқу, немесе сондай адамдарды іздеу, сондарды тыңдау, ол көп әсер етеді. Сосын мен ойымша тағы да бір маңызды нәрсе, таза ауада демалу керек, жүру керек, спортпен айналысу. Сол үшін ауылға бару керек десеңізші. Ауылға міндетті түрде бару керек, бір тыныштық кезі керек. Келсем. Өзің бір хобби болу керек. Сондай нәрселер, мен мысалы қазір ана кітапты оқып бүйт сөйт деген еш нәрсе шықпайды. Өз-өзіңді тануға көп нәрсе, көп зейін соған бөлу керек мен ойымша. Сонда мықты маман ретінде өсуге болады деп ойлаймын. Ана Сухомлинскийдің сөзі есіме түсіп жатыр. Ішкі рухани бай болу баланы тәрбиелеуге моральдық құқық береді дейді. Іштей кедей болсам, сенде моральдық құқығы жоқ. Келсем. Ойларыңыз бен кеңестеріңіз күшті деп ойлаймын. Енді бір қолданбалы кеңестер ғой. Соңынан андай жағымды кеңестер, эгома. Бұл жерде бір-екі зат қоса кетсем, есеп алудан бастап көрейін. Есеп алу керек шынымен. Андай өз-өзіңізден. Сіз жалпы мынандай әдет қалыптастырып алсақ, біреу менен келіп есеп алғанға дейін өз-өзіме есеп алсам, ешкімнің есебін менсінбеймін ғой. Ортаға жағы қатысты, қауымдастыққа қатысты айтқым келетінім, бізде көбі қауымдастықтың қалыптасқанын табиғи түрде қалыптасқанын күтеді. Жоқ, күтпеу керек, оны жасанды түрде қолдан істеп алу керек. Жасанды деген ол жалған деген сөз емес. Жасанды деген мен қолыммен соған себеп болған орта ғой. Яғни мен өзім жинаймын оларды, білмеймін, өзім шайын дайындап беремін деген сияқты ғой. Мен соған себепші болуым керек та, андай бағанағы тұтынушы сияқты күтпеймін. Тақырыптарды өзім көтеремін деген сияқты маңызды нәрселер. Жаңағыдай ішкі мәселемді бөлісуді мен бастаймын. Бастасаңыз ары қарай кетеді, өздері жалғап кетеді. Олардың ішінде де сондай жиналып жатыр мәселелері. Тіпті сол ауылда жүрген әріптестеріңізбен болсын дейсіз ғой. Мынандай бір ой қорытындылап көрсем өзіме бір түйін ретінде. Құрметті көрермен, бізде жаңағыдай бір түсінік болуы мүмкін ғой. Ауыл, қала, жаңағыдай бір әлеуметтік теңсіздік бар, қаржылай теңсіздік бар. Болды енді біздің бұл жазған тағдырымыз деген сияқты. Осы жерде жаңағы Принстон университетінде Baby Lab деген орталық бар. Бала зерттеумен айналысады. Солар мынандай бір дүниені анықтайды. Әлеуметтік деңгейі жоғары отбасылардың балаларының сөздік қоры көбірек болады екен. Айталық мысалға 5 сөз білуі мүмкін мектеп жасына дейінгі балада. Ал әлеуметтік деңгейі төмен отбасыларда ең күшті 3000 немесе 2000 немесе 1000 деген сияқты. Бұл енді кейін оқу үлгеріміне әсер етеді. Жаңағыдай сөз ұқпас дейміз ғой, ақпақ дейміз ғой. Ол сол сөздік қордың аздығынан ғой. Енді осы жерде бағанағы отбасылардың табысы немесе бағана сіз айтқандай олардың университеті бакалавр әсер етіп жатыр ма деген кезде жоқ, үйдегі айтылатын әңгіменің мазмұнының сапасы екен. Әлеуметтік деңгейі жоғары отбасыларда енді солай корреляция бар. Көбінесе кітап оқылады, журнал оқылады, айтылатын әңгіме, сұхбат басқаша, қарапайым қолданылатын сөздердің саны көп. Автомат түрде балада да көп. Ал бағанағы әлеуметтік деңгейі төмен отбасыларда, жалпақ тілмен айтатын болсақ, кедей отбасыларында тұрмыстық әңгімеден басқа ештеңе айтылмайды. Яғни айтпағым мынау түйін. Мен педагог болмаса да ата-ана ғой көбі. Мейлі менің әлеуметтік деңгейім қандай болсын, мейлі мен қазір қай жерде тұрайын, кітап оқымасақ та журнал оқиық.
үйде балаға айтылмаған әңгіме болмаса да өзара айтылған әңгімеміздің мазмұнын қоюлатайық. Сол кезде біз автомат түрде жаңа баланың басында айтқанда интеллектуалды фонын көтереміз деген үміттемін. Білмеймін, андай тағы да сұхбаттасқым келіп жатырсыз, мен бұйырса мүмкін бір Алматыда тағы бір түсіріп көреміз. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сіздерге уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Амандықта, саулықта жүздескенше.